Что-то келатқан кезде резко басым айналып кетті ше. Коллаген жеп алмасам подкаст басталмай жатыр. Мен қорқып кеттім ғой сен. Қазір басың айналып. Неге ондайым жоқ еді? Жаңадан Көзім қарауытып кәдімгідей. Сен түймең түсіп қапты. Мен түймем. Ой, как раз точно бізге Құранмен дем салдыру керек. Сондай. Менде қызыл бар ғой. Сен жаңадан көрдің ба дәмін? Сол көрмедім, қазір бірінші рет көріп тұрмын. Енді әдемі бол ше. Бұл ішің жүрмесе ішің жүргізеді, біреулер арықтап жатырмын дейді, короче ше. Күшті. Мен шашым өсті остым. Шашым кәдімгідей. Мен шашымда осымен гарантиям. Салонда айтты. Смело қиып тастаймын. Қой. Мынаған қарағанда тәттісі азырақ екен. Мына қышқыл ғой, гранат қой. Мына легкий. Еще халал ше. Адамдар бәрі алып жатыр шүкір ше. Ішінде көп витаминді бар. Мен бұрын байқамайтын, осы жол 2 мастерім айтты ғой шашымды салонға қараған кезде. Жақсартқан деп па? Өскен дейді, сізде бұрын жерде балапан шаш еді, сізде қазір артыңызда да балапан шаш. И ұзарған дейді, прям ұзарып кетті. Алдында біз саған подарок еттік қой, күшті қуаныштымын Дари. Қазір бәрі осыны ішіп жатыр әйтеуір ше. Шүкір. Бәрінің қолында коллаген. Иә, бәрінің қолында коллаген. Негізі алдында мен бір неге барғанда, дәрігерге барғанда, бір тәте жүрді, 46-да жас көрінеді, екінші баласын туып отыр екен. Айтам, қалайсыз жас көрінесіз десем, 25-тен кейін коллаген ішіп бастадым дейді. Бірінші баласын 39-да туған екен, қазір бір 46-да екінші қызын туайын деп жатыр ше. Сондықтан самый раз қой, бастайық. Бисмилля деп. Көп қыздарға сондай бір жүк артып тастайды ғой, сен ақша табу керексің, бізді асырау керексің деп. Сен үшін жаңа бала тәрбиесіндегі еркіндік деген не ол? Қалай қабылдадың? Жетістікке жеттім. Мен дәлелдендім және дәлелдедім. Қазақ ару болған кезде ол Дария қазақ аруына лайық емес, өйткені оның ата-анасы Қытайдан келген деген осы бір хейт. Атамекенім деп келген сен үшін ата-анаң үшін қалай әсер етті? Мен Қытайдың тумасымын. Қытайда туылып өскен, қазақпын. 8-9 жасымда көшіп келген болатынмын. Қазақстанға, иә. Шектету өте қатты болды. Тіпті андай жасөспірім кезінде өсіп келе жатқан кезде мен тіпті жігітпен танысуға ыңғайсызданатынмын. Тіпті қазақ аруын алған кездегі менің тынбай тоқтамастан жылағаным сол болған шығар, себебі сендердің Қазақстанға мені көшіріп алып келгендерің дұрыс болды. Мен Қазақстанға келіп қазақ аруы атандым. Ата-анам да қатты жылады, мен де қатты жыладым. Бұл жерде жай ғана мен тәж кидім деген сөз емес, қазақ ретінде мен мойындалдым мүмкін. Бүгінгі жетістігің бір адамдарға успех сияқты көрінуі мүмкін. Сен сияқты еркін ойлана алу үшін, ұйықтап жатқан кездегі арманыңды өміріңе реализовать ету үшін. Не істеу керек, құпиясы неде? Айтарым бар. Сәлем, эфирде Айтарым бар подкасты. Сіздермен бірге мен Жанерке Сейфуллина. Құрметті көрермендер, біздің арнамызға тіркеліп алыңыздар, лүпіл басыңыздар, комментарий жазыңыздар, белсенділік көрсетіңіздер. Бұл біздің арнамыздың дамуына әсер етеді. Ал бізде бүгін өте қызықты қонақ, сән әлемінде жас табылса бас болып жүрген дизайнер, кәсіпкер, қазақ аруы 2025, менің құрбым Дария Қуатжан. Сәлем, барлықтарыңызға. Дария, қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Сені көргеніме қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын осы подкастқа келіп жатқаныма. Иә, жаңалығың өте көп, айтарың бар. Сондықтан мынау өміріңде болған үлкен жобаның сиясы кетпей жатып сені шақырып отырмыз. Подкастымыз басталмас бұрын саған кішігірім кәдесыйымызды ұсына кетейік, көңіл күйін көтеру үшін. Білесің, біздің осы Айтарым бар подкастымызды қаржыландырып отырған менің кішігірім жобам, кәсібім. Кішігірім демеші. Korean Buyers, саған халал коллаген, шашың тырнағыңа көмектесетін әжімдеріне, сосын су өткізетін тоналканың астынан өте сондай 12 гиалуроны бар. SPF, сен қолданасың ғой? Қолданамын, әрине. Бәрін. Сосын мынандай хит, білесің, 3 жылдан бері нарықта түспей жатқан Камен Сайдни парфюмі. Жақсылыққа қолдан? Бәрін мен қолданамын, алардың бәрін. Рахмет үлкен. Қалай саған? Ұнайды, өте қатты ұнайды. Шашым қазір бүгін шашымның объемын көрсетіп келдім специально осы коллагеннен өсті деп. Рахмет үлкен. Қуаныштымын, Дари. Енді подкастымызды бастасақ, бүгін тек қана сені бір халықтың көзінде көрініп қалған бір қазақ аруы, бір қатал, сондай бір Дария емес, шынайы өмірдегі мен білетін Дарияны ашқым келеді. Дей тұрғанмен ең бірінші біздің әңгімемізді кеше ғана өткен, үлкен масштабта өткен ашық аспан астындағы соңғы рет қазақ сән әлемінде бұндай бір жобаны мен өзім көрген жоқпын. Шынымды айтсам таң қалатындай
дала рухы атты сән көрсетілімің өтті. Жоғарғы деңгейде шын жүректен қуаныштымын, құттықтаймын айтпақшы. Осындай жас болып 22-23 жасыңда үлкен дизайнерлер жасап жатқан, тіпті кейбіреулер жасамаған дүниені жасап шықтың. Мақсаты қандай болды бұл жобаны жасауда? Өзің ойыңдағыдай өтті ме? Мен ойлағаннан да күшті өтті. Енді артында жүргеннен кейін көп минустарын байқайсың ғой, бірақ дегенмен жоба біткеннен кейін бір андай уф деген сезім болды. Өйткені бұл менің балалық арманым. Бала кезден бастап түнде ұйықтарда мүмкін осы бір картинканы елестететін едім ылғи да. Қалай болатынын білмеймін, бірақ ол кезде тіпті Қазақстанда мен бала кезімде ешқандай сән әлемі дамымаған заман еді ғой. Бірақ сонда да бір шетелдің сондай показдарын қарап алып, мен де жасасам екен деген күшті бір сезімде жүретінмін. Тіпті былтыр 1 жыл бұрын маған айтса, осындай жоба жасайсың деп, мен сенбес едім. Ойлайтынмын бір 10 жылда жасармын деген секілді. Бірақ енді Құдай өзі бұйырып, 1 жылдан кейін осылай жасап жатыр екенбіз. Өте қатты ұнады, қонақтарға да ұнады. Берер бір ойына келетін болсақ, қазақ мәдениетін дәріптеу, жан жақтан дәріптеу. Осыған дейін біздің миссиямыз киім арқылы қазақ мәдениетін дәріптеу болатын болса, бұл жоба арқылы енді тіпті өзіміздің табиғатымызды шоу арқылы мүмкін қазақ мәдениетін әрмен қарай дәріптеу. Бұйырса, Құдай қалап жататын болса, үлкен бұдан да масштабтарда жасап, кәдімгідей тіпті шетелдің өзі қызығатындай бір жобалар жасасақ екен деген үлкен бір арман мақсаттарымыз бар. Несімен ерекшеленді? Осы жобама, осы жолы қазақилығымен біз бір қазақилықты ерекше жаңа бір деңгейге шығарғандай болдық. Оны енді біз шығардық деп ауыз толтырып айтпасам да, адамдар айта алды деп айта алатын едім. Сондай бір көрмеген көрермендерімізге сипаттап айта кетші, қалай болған? Бұл бізде подиум, даладағы, жайлауда, Алматының төрінде, тауда, ортасында аттар жүрді подиумның. Асыл тұқымды 2 ат жүрді, бір ақ, бір қара. Сол подиумның жан жағында модельдар жүрді. Ол жерде бізде құрақ техникасымен әдемілеп көркемделген арнайы коллекция шығарылды. Одан кейін ертегі деген менің балалық шағымның бір арман болған, өзімнің балалық шағыма саяхат секілді балалар коллекциясы шықты. Одан кейін Жүзірік білім беру орталығына арналған бөлек тағы да бір коллекция шықты. Жалпы бүкіл аудиторияны қамтуға тырыстық коллекция арқылы. Ол жерде жас баладан бастап үлкен ересек адамдарға дейін біздің қазақ киімдерін күнделікті өмірде әдемі етіп тұтына алады деген бір мақсатта. Одан кейін біз бұны ерекше түрде көрсете аламыз деген мақсатта осындай бір үлкен ауылды алып бір показ жасағандай болдық қой, былайша айтқан кезде. Наурыз сияқты атмосфера болды. Бір ғана показ үшін үлкен ауылды жалдап наурыз жасап тастады деген секілді комментарийлер естідім. Шынымен де ол жақта біздің партнерларымыздың өзінің дайындалып келгені қандай болды? Жоғары деңгейде. Мен кәдімгідей таңғалыста жүрдім. Ар жақтан шығып қалсам адамдардың көптігінен біз тіпті білмей қалдық, шынымен де біз шақырған адамдар келді ме? Өйткені менің ойымша тіпті артық адамдар келген секілді. Ар жақтан, тал жақтан кіріп кеткен сияқты. Тал жақтан кіріп кеткен секілді ғой. Сондықтан да өте күшті болды, өте қатты ризамын. Енді ғана бір 10 күн ғана болған шығар өткеніне. Әлі де ана сезім басылған жоқ. Одан кейін әлеуметтік желіде де біз ойлағаннан да көбірек шум болды. Және өзімізге мақсат қойған болатынбыз. Кемі 100 видеоролик салу керекпіз деп. Мен ойымша одан да астық негізі. Бұл жобаның құндылығын түсіндіруге. Өйткені салынған қаражат аз емес. Оның мәнін ашуға енді соңына дейін тырыстық десек те болады. Мен өзім болдым ғой сол жерде, серіктес болдық біз. Модель болды. Ертегі балалар коллекциясын мен аштым. Маған сондай бір үлкен абыройлы мүмкіндік берді. Дарияға рахмет. Сондай бір шынымды айтсам, мен айтам ғой жолдасыма, анандай эмоцияны мен соңғы рет Америкаға саяхатта көрдім деп ше. Дәл сондай ерекше атмосфера, бір балалық шағымызға түсіп кеткендей. Баяғы заманда көшеде ата әжемізбен, туған туыспен етене араласып, наурыз тойлап, одан кейін сен мынау қазақы эстетиканы, ұлттық құндылықты, анау жаңағы айтады ғой, еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін насихаттай алдың да, сен көрсете алдың. 22-23 жасыңда біз не істедік дейсің ғой кәдімгідей ше. Вау болды. Бұрын сонда біреу жасап па еді осындай дүние? Дәл осындай қазақы біздің
киімдерімізді осындай деңгейге енді шығарып. қазақ дизайнерлер өте көп, қуантады осындай мәдениетімізді дәріптеп жатқан. Бірақ дегенмен осындай показ ретінде, сан көрсетілім ретінде білмеймін. Бірақ негізі бізде бар ғой, фэшн-уиктар өте көп, фэшн апталықтар яғни. Бірақ дегенмен жеке жасалған, мүмкін алғашқылардың бірі шығармын. Иә, айту керек және де мойындау керек деп айтамын. Енді мен ана эмоциядан кейін 3 күн жүрдім, шабыттанып кеттім. Иә, өзім де көрдім ғой. Бізде енді кәсіпте қанша жылдан бері жүрміз ғой, Дария. Мойындау керек, жас болсаң да сен шабыт бердің бәрімізге. Мынандай масштабқа шығуға болады екен ғой, тәуекел жасауға болады екен ғой деген сияқты біраз адамның арқасын қоздырдың, көзін жандырдың. Саған сол үшін рахмет айтамын. Рахмет. Мойындау керек. Осы бетіңнен танба дегім келеді. Енді әлеуметтік желіде өзің айтып жаттың, $70,000 жуық қаражат шықты деп. Бұның бәрі өз қалтаңнан шықты ма? Жалпы осындай үлкен көлемде қаржы шығару, бұл өзіңнің брендіңді жарнамалау ма, әлде қазақы құндылықты дәріптеу ма? Бұл жерде 30%-дай көлемде ақшаны 140 бізге партнер ретінде салды, спонсор ретінде деп айтайын. Сосын қалған суммасы менің брендімнің атынан шықты. Бұл жерде бір сатылым әкеледі деген мақсат болған жоқ, шынымды айтсам. Одан кейін показ бола сала бізде үлкен бір сатылым болды деп айта алмаймын. Менің түпкі мақсатым сату болған жоқ. Мүмкін ол енді ниетіме қарай кейін Құдай беріп қалар. Бірақ дегенмен миссия ғой. Миссия, одан кейін менің арманым екеуі қосылған кезде осындай дүние шықты. Және ондай кезеңде сен үшін соншалықты үлкен ақшаларды салу тіпті ауыр емес болып сезіледі екен. Арманың орындалып жатқанын көрген кезде ол ақша жай ғана бір құрал ретінде көрінеді. Жалпы ақшаға солай қараймын. Ол сенің құралың ғана, оны бай ұстап қалудың керегі жоқ. Арманыңды орындайтын дүние келіп тұратын болса, миссияңды орындайтын дүние тіптен екеуі ұштасатын болса, мен ойымша ондай ақшалар кету керек. Тіпті одан да көбірек кетіруге мен келешекте дайынмын деген бір сезімде болдым. Не үшін өмір сүремін? Егер өзімнің арманымды, Құдай берген бір ішкі таланттарымды көрсете білмесем, соған сай қаражат беріп тұрса, тіптен соны мен ішімде жасырып қалып, бір тек қана материалдық құндылықтағы дүниелерді алу, ол белгілі бір түрде сыртқы нәпсімді жапқанымен ішкі дүниеден, жан дүнием басқа дүниені сұрайды. Шынымен де ғой, мысалы үлкен көлемде бірден ақша тауып кеткен адам бірден шетелден шетел, брендтен бренд алып, иә, солай жасайды. Ал сен керісінше ақша тапқан кезде басқа дүниеге жұмсадың да? Иә. Саған ақша әкелмейтін тіпті дүниеге жұмсадың. Мүмкін, иә, мүмкін ақша әкелмейтін дүниеге біткен соң ойлаймын ғой, бұл ақша әкеле ме екен деген секілді. Бірақ мен жан дүнием тыныш. Мысалға сол ақшаны мүмкін бір қымбат көлікке салсам болар еді, иә, мүмкін үй алсам болар еді, білмеймін, тағысын тағы нақты ақша келетін бизнесте бір дүниені жасасам болатын еді. Бірақ мен ойлаймын, менің жаным былай рахаттанбас еді. Мен өзімнің мен деген шыңымның не істей алатынын мен қауыштым десем де болады. Сен ол шыңмен қауышқан кезде ары қарайғы масштабты ойлау оңайырақ. Сен басың ойлайды, болады екен ғой. Ол бір тек қана жатар алдындағы арманың болып қоймайды. Ендіден бастап ол сенің нақты құрған бір мақсатың айналады. Ол тіптен үлкейе береді. Илон Масктың өзі ғарыш Марсқа, иә, қаншама адам, 2 миллиард адам көшіріп алып кетем деп жатқан кезде, мына жақта бір 700 адамдық сондай сән көрсетілімін жасай алмау мүмкін емес қой деген сезім былай-ақ келе салады да. Келешекте білмеймін 2000 адам, 5000 адам шетелдің масштабында жасайтындай деген секілді жаңа бір армандар пайда болып бастайды. Және сол мүмкін өмір сүруге ары қарай шабыт береді. Өйткені белгілі бір деңгейде сен базалық потребностьтің бәрін жауып тастайсың. Үйіңді алдың, машинаңды алдың, ата-анаң жағдайын жасадың, ары қарай не деген секілді да. Ары қарай сенің өміріңнің мәні болу үшін, сенің күнделікті оянған кезде бір себеп болу үшін сондай миссиялар болу керек деп ойлаймын. Келсем, иә. Кейбір адамдар болады, бір толық жалпы ақша тапқандар айтады ғой, ақша бақыт етпейді деп. Келсем. Иә, келсем. Менде де болды сондай бір потребностьтарды реттестіріп тастағаннан кейін өмірдің мәнін жоғалту. Бір іштей енді айтқанға қорқынышты, бірақ асығып тұрасың ана өмірге. Бітті ғой деген сияқты бір дәмді жоғалтып аласың да, бұл ең жаман дүние. Негізі сен бір үлкен кәдімгідей тереңдікте бір жатырсың деген сөз ғой, бір депрессияның ба, стресстің ба. Сол кезде серотонин да мидың артқы бөлігі түсіп кетеді екен да, не сені алып шығады деген кезде мән мағына. Иә, миссия, мән мағына, мысалы, жағдайы жоқ адамдарға барып көмектесу деген сияқты, айналаңда не болып жатқанына назар салу деген сияқты. Қарашы, енді мысалы, сенің бүгінгі жетістігің бір адамдарға успех сияқты көрінуі мүмкін. Сен сияқты еркін ойлана алу үшін, ұйықтап жатқан кездегі арманыңды өміріңе реализовать ету үшін не істеу керек? Құпиясы неде? Адамдар быттан шыға алмай жатыр. Жай мынау тіршіліктен
дәретхана мен дәмхананың арасынан деген сияқты. Жастық максимализмі бар Дария мен деп жауап берер еді, бірақ мен ойлаймын ата-анам тәрбиесі деп. Мен еркін қылған 100% ата-анам тәрбиесі. Өйткені осындай еркіндіктер сезінген кезде менің артымдағы ата-анамның дауысы үні естілетін, ана ішкі кеудемде жылағым келіп кетті ғой. Естіледі, сенің қолыңнан бәрі келеді, сен еркін болу керексің. Мен тіпті айттым ба айтпадым ба бұл туралы, қазақта ырым бар екен, баланың кіндігін кескен кезде мен үйде туылғанмын, кіндігімді бір әйел адам кескен, менің кіндік апам, кіндік мама деп айтады ғой, менің кіндік апам менің кіндігімді кескен. Андай дәрігер кесіп басқа біреуді кіндік мама деп сайлайды ғой, ондай емес. Сол кіндігімді орап, кіндігімді ұмытып тұрмын, сол шашыммен қосып 40-нан шыққаннан кейін әкем аттың жалына байлап жіберген екен. Еркін болсын менің қызым, ошақтың қасында жүріп қалмасын деген секілді. Оны маған есейе келген кезде айтты. Мен әкеме айтамын ғой, әке, мен мына шетелге бара жатырмын, анда бара жатырмын, мен бүйтіп жасағым келеді десем, мен сенем саған, мен бәрін білем, сен қолынан келеді, тіпті сенің кіндігіңнің өзін аттың жалына байлағанбыз деп. Өйткені сол замандары сондай ырымдайды екен, қыздарды бір ошақтың басына көмеді екен, кітапқа мүмкін деген секілді, үйдің жан жағына әдемі бір бұйымдарға деген секілді. Ал әкем бір еркіндік таңсаған екен, менің қызым тек қалып қоймасын деген секілді. Сол ата-ананың ниеті шығар, ата-ананың ниеті, тілегі, маған салған дұрыс тәрбиелері маған сондай бір еркіндікті береді. Көбіміз негізі ата-анамызды айтуды ұмытып кетіп жатамыз ғой. Сенің арнайлап бір акцент беріп айтып жатқаның, түнде подкастқа дайындалып жатқан кезде іштей уайымдап жатырмын да. Сондағы келіп жатқан сезім, бұл менің ата-анам ғой деймін ғой. Жылағым келеді. Андай шығара бер сезіміңді. Қалай бар солай. В чем секрет дейді ғой. Енді мен айтпаймын өзімді, ойбай мықты бір жетістікке жеттім деп. Ойлаймын бір жетістікке жеттім. 2%-ға мүмкін бір нәрсені түсіндім, әлі түсінбеген 98%-ық бір дүнием бар, Білген 9, білмеген 99 деген секілді. Бірақ соның өзінде де в чем секрет деген кезде ата-анамның осы уақытқа дейінгі жинаған бір жақсылығы шығар деп ойлаймын да. Ешкімнің ала жібін аттамаған, сондай дұрыс тәрбие берген ғой былайша айтқан кезде. Енді Құдай да сана берген шығар, сол тәрбиені дұрыс сіңіре алып, ары қарай алып кету үшін. Жақында атам өмірден өтті. Иманды болсын. Мен жақсы жылайын деп ойлаған жоқпын. Бәрі жақсы. Сол кезде де ойлаймын да, атам өмір бойы андай тұйық адам болатын, бірақ сөйлесе дөп сөйлейді, ешкімнің артын жамандамайды, ешқашан бір әкем де атам барына бір өлең шығарған екен қайтқан кезде. Сол кезде айтады да, ешкімнің пенденің айыбын ашпаған дейді. Шынымен де атам сондай бір дана адам болды. Өмірден қайтқанға дейін бір аптаға дейін мүмкін қолында кітап түскен жоқ. Қайтқан соңғы күніне дейін тыйық отырған ғой. Тектілік, Сол кезде енді түсінесің, ол көз алдында бар кезде сен түсінбейсің ештеңені. Ол кісі отыр ма, кітап оқып отыр ма, не істеп отыр, саған бәрібір. Атам мен келдім сабақтан дейсің, ол кісі ойлайды біз сабақта жүр деп. Сабақтан мен келдім дейсің, болды. Тек ары қарайғы бір мәнді түсінбейсің. Соң қайтқан кезде ойладым да, соңғы демі қалғанша мен балаларыма мас болып қалмайын, әлсіз адам ретінде көрініп қалмайын, жатып қалған адам ең әлсіз адам деп. Өліп баратса да, жаны шығып бара жатса да, былайша айтқан кезде қақиып отырған ғой, орындықтан қайта-қайта жылжып кете берген. Әке жатсаңызшы деп папаларым сөйтсе, жоқ жатпайын деп, соңғы бір сағаттар алған кезде жатқызған екен, сөйтіп демі шыққан екен. Намысы ғой, намыс. Сосын сол кісілердің, енді мен ұзаққа отбасыма кетіп қалдым, сол кісілердің мен ойлаймын батасы, сол кісілердің тәрбиесі, іштей бір үміт күткен. Маған бірақ ешқашан енді біз сенен үміт күтеміз, сен осындай болу керексің, андай болу керексің деп ештеңе ілген жоқ. Мен осы карьерамды жасап жатқан кезде де сен бізге беру керексің, ақшаңмен бөліс, не істеп жатсың деп тергеген де емес. Тыныштық керек, жетістікке жететін адам үшін тыныштық керек деп, тіпті мені үй шаруасына анама араластырмайтын. Оқы, білім ал, сен жетістікке жет деген секілді сондай қанаттандырып. Сол қалғаны енді көп қыздарға сондай бір жүк артып тастайды ғой, сен ақша табу керексің, бізді асырау керексің деп. Көп қыз солай, сол үшін өзінің армандарынан баз кешіп кетеді да. Келсем. Сен үшін бала тәрбиесіндегі еркіндік деген не ол?
қазір енді айтады ғой, еркін өсіру деген кезде бір тек сенікі дұрыс деп өсір деген секілді. Мен ол дұрыс емес деп ойлаймын. Дұрыс емес кезінде балаға айту керек, дұрыс емес жасап жатырсың деп. Бірақ егер балаңның дұрыс жасап тұрғанын, бір қанатының бір ашылғысы келіп тұрғанын көрген кезде қолдау керек. Сенің қолыңнан келеді, дәл сенің қолыңнан келеді деген затты айту керек деп ойлаймын. Өйткені енді мен өзім әлі ана болған жоқпын, тұрмыста емеспін, бірақ дегенмен ата анамның тәрбиесіне қарап сол дүниені түйемін. Мен әрқашан айтамын, мен өз атамнан артық ата ана бола алмаспын ау деп. Енді көбісі айтады ғой, керісінше бұрынғы заманның адамдарына қарап, мен одан да күштірек ата ана боламын деген секілді. Менің ата анамның берген тәрбиесі енді мен үшін үлкен алтын қазына. Сол кісілердің артын қуып, енді бізде болашақта саналы ұрпақ тәрбиелеу бұйырсын деп тілеймін. Дария, жаңағы сұрағыма қайтадан оралғым келеді. Сен сияқты немесе сенен кішкентай жас буындарға өз арманын орындау үшін қандай мінез керек, қандай қасиет қабілет керек деп ойлайсың? Сенім. Ең бірінші сенім болу керек адамда. Мейлі сенің қолыңда дым болмауы мүмкін, соңғы тиының қалып жатуы мүмкін. Сен де бір асып тасып жатқан байдың жанұясынан шыққан жоқсың. Мүлдем. Сияқты қарапайым. Иә, өте қарапайым отбасынан шыққанмын. Мен оны бір қысылып, ұялып та айтпаймын. Себебі ол норма. Сен қарапайым отбасынан өссең де, сен бай отбасынан өссең де, мүмкін мектеп кездерінде ойлайтын едім, неге мен байдың қызы емеспін деген секілді. Бірақ ол норма, қай жақтан шықсаң да. Маңыздысы сен сол жерден шыға тұра ары қарайғы баратын жолың. Анау бір мен қазіргі өмірім менің балалық шағымда, жасөспірім кезімдегі армандаған өмірім. Мен сол арманыма тек сене беретінмін. Сен кім боласың дейсің, мен осындай адам боламын деп айта беретін. Сол тіпті жан жағымдағы адамдардың өзі менің арманыма сеніп бастады сол кезде. Өйткені мен тек соны айта беремін, менің сенетінім, мен жетістікке жететін адам боламын. Басқаша мүмкін емес деген секілді айтатын едім. Дәл осы саладан танымал боламын. Себебі Қазақстанда дизайнер бола тұра осылай танымалдылыққа ие болу кәдімгідей бір мүмкін емес сияқты. Мүмкін емес, иә. Тек әнші, бишілер, бізде актерлар деген секілді, ол кісілер құныстандыру емес, бірақ медийность деген сол кісілерге арналған секілді болып көрінетін. Мен ойлайтын, мен деген ән айтпаймын, билемеймін, актер емеспін, танымалдылық үшін мүмкін актер болу керек пе деген секілді де бір екінші арман болатын еді да. Бірақ сол сенімнің арқасында, білмейсің Құдай саған қалай әкеп қоятынын. Ол сенім деген, сенімнің ар жағында Құдай тұр ғой, мен білмеймін қалай болатынын. Көреміз, мен Құдайға тапсырдым, мен бірақ сенем, сол үшін кішігірім әрекеттерін де жасаймын. Ақырындап, тама көл болар деп, көл қылып өзі әкеп береді алдыңа. Сондай дүниелерді көргеннен кейін армандауға қорықпайсың. Уже мен айналамдағы адамдар айтады ғой, саған қарап армандауға сенуге болатынын көрдік деп. Армандау керек екен ғой деген секілді. Сол үшін мен ең бірінші айтатыным жас қыздарға армандаңыздар, одан кейін соған нық сеніңіздер. 1000 түрлі дауыл тууы мүмкін. Жан жағыңнан, жан жағынан 1000 түрлі кедергі болуы мүмкін. Менің жағдайымда ата-анам қолдаса, сіздің жағдайыңызда ата-анаңыз қолдамауы мүмкін. Оған қарамау керек. Оның барлығы жолдағы бір Құдайдың сынағы секілді. Шынымен де сен сол арманыңа беріксің ба? Шынымен де сол нәрсені сен қалайсың ба деген секілді. Ақыр соңында сол арманыңмен жүздесесің. Сену керек екен ғой деген бір күшті сенімде боласың. Арманыңа адал болу, негізі дұрыс айтасың. Рас. Кім арманына адал болмады, кім әр нәрсенің басын шұлғып кетті, Мысалы, қарашы, Дария, маған келген кеше көп сұрақтардың бірі, оқырмандармен байланысып отырамын да, сол кезде өз мақсатымды, жолымды таппай қалдым, бағытымды дейді. Бағыт көп дейді, әр нәрсенің басын шалып кеттім дейді. Ал сен кезінде саған ақша әкелмесе де, сен тігіншілікті істей бердің. Не жетіспейді сенімнен бөлек? Адамдарға ма? Ең біріншіден маған бостандық керек болды. Бостандық деген менің көз қарасында ол сен өзіңнің сүйген дүниеңмен айналысу. Маған бәрібір болды. Маған мысалға, міне сенің мамандығыңнан басқа бір мамандық бар, бірақ саған өте үлкен ақша келеді, немесе сенің мамандығың бар, саған дым ақша келмейді, бірақ сен сүйген дүниеңмен айналысасың. Тиын тебен тапсаң да. Маған осы нәрсе қымбатырақ болды, өйткені мен кең жүрекпен жұмыс жасай аламын. Мен болашаққа бір ойлар қарастыра аламын. Өзімді қыспаймын деген секілді да. Сондықтан да тайып кету оңай. Анау балалық шақтағы сенің көзіңді жандырған арманға оралу керек бәрібір де. Сол нәрсе сені қайтадан жандырады. Сүйікті ісіңмен айналысу бастапқы уақытта қиын болып көрінгенімен, уақыт өте келе сенің өсуің 10 еселеп, 100 еселеп дамитын, тездейтін болады да. Өйткені сенің іштегі былайша айтқан кезде махаббат, қалау қаттырақ қой сүйетін ісіңе. Сол үшін де солай ойлаймын. Келсем, негізі көп адамдар айтып жатады ғой, мен жұмысымды жаңағыдай
жақсы көріп жасап жатамын, бірақ жек көріп кетемін деген сияқты. Негізі жақсы көру мен махаббат деген екі түрлі нәрсе екен да. Жақсы көру деген эмоция, махаббат деген бұл сезім. Мәселен, сен ата анаң жынды болса да, мысалда ішімдік ішетін болса да, тентек болса да, қазақ айтады ғой, жынды болса да байлап бақ деп, бірақ сен жақсы көресің ғой, жек көріп кетпейсің. Бұл сезім, ананың балаға деген, баланың анаға деген бір достықтағы дүние, бұл махаббат. Ал жақсы көру деген, сен жақсы көріп келе жатасың, жұмысың айлығы түсіп кетсе, тапсырма көбейіп кетсе, сен жек көріп қаласың. Бұл махаббат емес екен да. Сондықтан да бұл жай ғана жақсы көру. Жақсы көрсең ғана сен жұмысыңды ауыстыра бересің. Сондықтан махаббат деген сезімге өту керек жұмыстың өзінен. Ол үшін қиындығын қабылдау. Әрине. Иә, барлығы мүлдем сала жоқ, қиын емес сала жоқ. Мүмкін емес. Тіпті мен бұрын сахнадағы адамдардың оңай деп ойлайтын, бардың, ән айттың, қайттың. Қазақ аруынан кейін мен сахнадағы адамдарға қараймын да басын деймін. Өйткені олардың тіпті жетістікке жетуіне ұзақ уақыттар керек болуы мүмкін. Бір әнші 100 ән жазуы мүмкін, оның 101-шісі ғана танымал болып, сонда ғана еңбек ақтауы мүмкін. Сосын ойлайды, гонорары қымбат, мынандай. Өйткені ол оған дейін 100 ән жазды. Мынау бір әні танымал болу үшін қаншама студияда өткен, жылаған күндері, түндері, иә. Сол үшін де оңай емес, сала мүлдем жоқ. Тек соған дайын болу керек, иә. Дарья, соңғы Forbes мәліметі бойынша, жалпы мынау Қазақстандағы киім нарығы жыл сайын 6-8% өсіп жатыр екен. Өсімі деген сияқты, иә. Осы орайда сен енді $70 000 шығардың, барынша тырысып жатсың, қазақы брендті үлкен бір трендке айналдыруға деген сияқты, ұлттық киімімізді деген сияқты. Дей тұрғанмен осындай үлкен ақша шығарып, көрсетілім жасауыңның өзі ою, қазақы киімімізді көп қой, басқа да сататын жаңағыдай компаниялар деген сияқты, солардың арасында өзің бір көшбасшы болу мақсатында ма? Қандай мақсаттарың бар? Мен көшбасшы болам деген мақсатты ең соңғы қойған шығармын. Бәрібір де ісіме деген махаббат қой ол. Мен ісіме деген махаббаты мені көшбасшы қылып жатыр мүмкін. Әрине салыстырмалы түрде біздің де өте көп кемшіліктеріміз бар, хейтқа қалып қалатын кездеріміз бар. Мен оның бәрін мойындаймын және де қашпаймын. Ол органикалық түрде өсіп жатқан бизнес үшін, бренд үшін ол норма деп те ойлаймын. Бірақ мен ойбай, мен деген номер 1 болу керекпін деген секілді мақсатты бірінші қоймаймын, бірінші процесті қараймын, өзімнің арманымды, маған ұнай ма. Егер мен ұнамаса маған, мен бірінші болу керекпін деген мақсат қоймас та едім. Мен бірінші болудан гөрі маған ұнайды деген нәрсені қойғанның арқасында, соған махаббаттың, ниеттің арқасында мүмкін солай бірінші болып мүмкін бара жатқан шығармыз. Енді бірінші болып бара жатырмыз дегенде сенімді бір ой айта алмаймын, бірақ дегенмен де ұмтылудамыз, иә. Ең орындысын сенің осы жұмысыңа, Даридаға қатысты қандай деп ойлайсың? Бізде наурыз айында хит болды. Өйткені біздің тіпті біз оны жоспарлаған да жоқпыз. Біз осыншалықты сұраныс бізде болады, осыншалықты киім сату керекпіз. Мен қазір түсініп жатырмын, біз осыншалықты киім тігу керекпіз, осынша сату керекпіз деген жоспардың болу керек екенін. Біз келген клиенттерді былайша айтқан кезде ала бердік. Соңына дейін қанша клиентке саттыңдар тұтынушыға? Сол айда 3000-нан көп. 3000-нан көп. 3500, 4000-дай ғой деймін. 4000-дай клиент, иә. Біз сол потребності жаба алмай қалдық да, былайша айтқан кезде. Дайын болмай қалдық. Біздің жіберетін логистика дайын болмады, тігіп жатқан продукт дайын болмады. Тіпті жақта жауап беріп үлгермей жатырдық. Бірақ командада өте көп адам жұмыс жасады. Ана жақта өте көп адам, барынша тырыстық енді. Біздің алған үлкен сабағымыз да болды. Бірақ ол кезде де мен бір жауап тастаймын деген бір ешқандай ойым болған жоқ. Мен тек сондай қателіктерден шабыт аламын. Қандай күшті, үлкен проблема болса, үлкен өсу болады деген секілді, иә. Сол кезде болып жатқан, неге уақытында жетпей қалды, неге мына жер дұрыс болмай қалды деген секілді сындар өте дұрыс сындар. Тіпті Threads желісіне де шығып кетті, Инстаграмда да болды, маған жекеме жазып жатты. Ешқайсысын біз жібермей, барынша барлығына жауап беруге тырысып, ешқандай бір тіпті возврат болғанның өзінде де бір ақшасын бермей қойып деген секілді ондай дүние мүлдем болған жоқ. Ол жағынан барлығы тұнық деп айтуға болады. Сондай сындарды мен қабыл аламын. Бірақ андай сындар бар да, қойшы, сен жасамақ қойшы деген секілді. Жай ғана сенің бір нәрсе жасап жатқаныңның өзін триггер ретінде қабылдайды. Олар құнсыздандырады, иә. Болмаса мысалға оюға байланысты айтатын көп сындар бар. Мен келісемін көп дүниелерге, бірақ мен андай адаммын, мен бостандықтың адаммын. Маған маңызды, иә, оюдың қай жерде тұрғаны, бірақ дегенмен де оны бөліп
тек қана осы жерде қолдану керек, тек қана мынандай бір бөлікте қолдану керек деген дүниеге келісе бере алмаймын. Себебі ойы ол мәсіде де тұруы мүмкін, ойы ол көпшікте де тұруы мүмкін деген секілді да. Бұл жерде біз өзімізді мынау төмен бастап қыса беретін болсақ, ертеңгі әлемдік деңгейге жеткен кезде ол жаққа қарай жету алыс секілді болып көрінеді. Өйткені әлемдік брендтерде олар білмеймін пілін де қойып жатады, неше түрлі маймылдардың несімен де қойып жатады, олардың тарихында сол жануарлар болуы мүмкін деген секілді әртүрлі брендтерді эксперимент жасайды. Миллиондаған эксперимент жасағанның арқасында олар сондай әлемдік брендке айналып отыр. Мен басынан ақ қысып, мен осындай ғана жасау керек, мынандай түсте ғана жасау керекпін деп отыратын болсам, менің барар жерім алыс емес деп ойлаймын. Керісінше қателіктен сабақ ала отыра миллиондаған бір попыткалар жасап, содан кейін көру керек не дұрыс не дұрыс емес. Алғашынан ақ қорқып, мен жас буындағы дизайнерлерге де айтатын едім, эксперимент жасаудан қорықпау керек жай ғана. Сыншылар өте көп болады айналада, бірақ соңында келген кезде қалатын жалғыз сенсің. Сен ол киімді шығармай қоя салып, бір білмеймін қараңғы бөлмеде депрессияда отқаннан гөрі сен сол киімді шығар, көр кімге ұнайтынын, содан кейін барып өзің бересің оның, халық береді оның былайша айтқан кезде қандай екенін, сипатын. Тамаша. Неліктен қалай ойлайсың, мынау бірнеше сұрақ қатар келіп тұр, бірақ бастай берейін. Сән әлемінде қазақы ұлттық нақышпен жасалынған киімдердің деңгейі бір төмен, арзан көрінеді, онша емес деген сияқты. Әрбір жоқ дегенде бір ортаға барсам, бір-екі қазақтың аузынан естеймін. Осы дүние қазір өзгерді ма жалпы? Өзгеріп келе жатыр. Мен соңғы болған айтпақ қояйын қандай бір жоба екенін. Мен жобамнан кейін тағы бір жобаға бардым. Сол кезде менде ішкі бір өз-өзін бағалау төмен сияқты сезімді, менде самооценка түсіп кеткен секілді сезімде болдым. Себебі жалпы қазақ қаншама жылдар бойы енді орыстардың астында болдық, бодандықта болдық. Сондықтан да колонизация көрініп қала береді ма? Көрініп қала береді. Біз өзімізді дәлелдегіміз келеді, бірақ біз қазақ болғанымыз үшін де кейде төмен секілді бізді көрсетеді. Сен не мықты жасап жатсаң да, сен егер де орыс тілдес болмасаң, сол жақтың менталитетіне жақын болмасаң, сенің жасап жатқан дүниең жарайды қоя берші деген сияқты болуы мүмкін. Сол үшін де мен ойладым, қанша жыл керек бізге өзімізді ешқандай дәлелдеусіз де мен қазақ болғаным үшін мен кереметпін деген сезімге келу үшін. Осындай мысалға мен жасап жатқан сол дала рухы жобасының өзінде де көбісінің айтқаны, мен қазақ болғаным үшін мақтандым дейді. Мен сол кезде бір миссиям орындалғандай сезімде болдым. Енді осындай жобаны 1000 жасасақ, қазір қазақша стадион толтыратын концерттер болып жатыр, неше түрлі жобалар, подкасттар, қаншама қаралумен қазақша тілде. Осындай жобалардың арқасында мен ойлаймын, мен алдағы жылдарда мүмкін өзгеріп қалар. Бірақ дегенмен де анау ғасырлар бойы қалыптасқан сезім, біз бодандықта болған, біз өзімізді сәл басатын сезім бәрібір де бар екен. Ол гендік тұрғыда шығып кетеді екен. Менде ғана ма десем, қасында еріп келген ассистентімнің өзі айтады, мен өзім жаман сезініп тұрмын дейді. Сезіледі анау сезім. Басады, біз сәл басыңқымыз деген сезім бар екен бәрібір де. Бұл дүние маған, қазір енді оны сұрарыз мүмкін, маған тіптен қатты сезіледі. Менің қазақи рухым үшін, өйткені Дария, мысалы қараш, сен жасап жатқан оюларың, өнер туындыларыңның барлығы бір нәрседен хабар береді. Мен қатты байқасақ, жалпы гендік тұрғыда немесе тарихи дәлелдер бойынша Қазақстаннан тыс шекарада жатқан қазақтардың ұлттық құндылықты сақтауы таза күйінде, тілімізді таза күйінде сақтау қатты байқалады. Сенің еңбектерінен де сол нәрсе көрінеді. Мойындайсың ба? Иә, мойындаймын. Бүгін мен айтарым бар деп келдім ғой. Енді өзің білесің, дегенмен де енді біліп те жатыр адамдар, халық біліп жатыр. Мүмкін мен өзімде дайын болған кезеңім секілді. Неге мен бұны былай айтам, себебі мен үшін ол бір белгілі бір түрде боль болды. Мен бүйтіп айта салуым қиын болды ол дүниені. Мен Қытайдың тумасымын, Қытайда туылып өскен қазақпын. Кішкентай жасымда 8-9 жасымда көшіп келген болатынмын Қазақстанға. Бұл нәрсені неге мен қиын айтатынмын, себебі келе салған жылдары сондай, енді сол кезде халық сондай болды ма, қазір ондай емес. Шектету өте қатты болды. Мен өзімді қазақ ретінде өзімізді басып тастаған ол бөлек сезім бар. Одан бөлек қазақ бола тұра мен тағы да өзімді бір екінші сорт деп айтпаймын, бірақ сәл төмен сезіну керек секілді деген сезім қаттырақ болды. Сол үшін де мен ұзақ жылдар бойы бұл дүние тіпті мен комплексім айналып кететін.
ата анама жылайтынмын, тіпті неге бұлай болды, Құдай неге мені бұлай жаратты деген секілді. Сол үшін тіпті ата анамнан кешірім сұрағым келеді. Соншалықты мен жынды болдым, себебі ол оңай дүние емес. Мысалға шетелге шыққанның өзі, басқа елге барып қысылып, ойбай болды қайтамыз демалып қана қайтып өз еліңді сағынып қайтасың ғой. Ал енді елестетіңіздерші, сіздердің қазір басқа елге көшіп кету қалай болады, иә? Мысалға осындай жасында тұрып сен болып басқа елге көшіп сол елде өмір сүресің десе, сен өміріңді толығымен өзгерту керексің ғой былайша айтқан кезде. А менің ата анам соны қорықпай өзгертіп, менің бала шағам қазақ болу керек, қазақы тамырын білу керек, ертең Қытай елінде Қытай болып кетпеу керек деген үлкен бір патриотизммен бізді Қазақстанға көшіріп алып келген. Сондай үлкен патриотизмде келген кезде бұл жақтағы енді ол кезде тілдің өзі толығымен бір орыс тілдес болды халық. Қазір ғой кәдімгідей өзіміздің киімімізді киеміз, өзіміздің тамағымызды жейміз, өзіміздің тілімізде сөйлейміз деген секілді. Бірақ сол заманда сәл қиынырақ болған еді. Айтып кетші, қандай қиындықтар? Мектепте бөлу, мен мінезді қыз болғаннан кейін мен бетіме айтпайтын, бірақ дегенмен менің бір сыныптастарым болатын болса, оларды бір оралман деп бөлу. Мен сол кезде таңғалатынмын, ол неліктен ондай, оның басқаша болуы, басқаша киінуі, тілінің сәл басқаша болуы, ол оның, білмеймін, оны кемсітуге болады деген сөз емес қой. Буллинг көрдің? Иә, буллинг көрдім. Бір бес сабағымды беске оқысам да, Қытайдан келіп қалай беске оқып жүр бұл деген секілді әңгімелерді көп естідім. То есть мен не жасасам да, бұл бәрібір де білмеймін, Қытайдан келген, сондықтан да жарайды деген сияқты айтатын еді да. Енді қазір ондай сезім кеткеннен кейін де мүмкін мен ашық айта алатын шығармын. Қалай қабылдадың? Жетістікке жеттім. Мен дәлелдендім және дәлелдедім. То есть өз-өзіме де дәлелдедім. Халыққа да, адамдарға, жан-жағымдағы айналама дәлелдеген сезім болды. То есть ол нәрсенің өзінің бір маған деген күшті мотивациясы итерме, ештеңе жайдан жай емес, Құдайдың ол берген саған. Егер де мен сөйтіп Қытайдан келмесем, мүмкін бұндай бір мендегі қазаққа деген махаббат жүрек болмас еді. Осындай қазақи колориттік көре алу, тіл, одан бөлек қазақ халқына деген махаббат да, патриотизм бұндай болмас еді деп ойлаймын. Мені толығымен құрастырған кезде менің Қытайда туылғаным маған артқы бэкграунд дейді ғой, қатты берді. Сосын ол мені қоса мен дәлелдеу керекпін деген сезім қосыла келе. Сен булығып өстің ғой, көрсетем. Иә, шынында да мен келе сала беске оқу керекпін, ең мықтысы болу керекпін деген секілді сезімде өстім. Бірақ ата-анам менен талап еткен емес, сен ең мықтысы болу керексің деп. Бірақ жоқ, мен мықты болу керекпін. Қоғам қысып тұр ғой сені. Сол кездегі мектеп қой, сол кездегі социум былайша айтқан кезде. Қысып тұр, класстастарыңның өзі сен бір жетістікке жете қалсаң да сәл ар жағыңды шығарып тұрады да. Сен сосын ұяласың одан. Ұяласың, қызарып, бір өзің меніңше документінде жазылып тұратын еді ғой. Документінде жазылып тұрған х деген әріпін өшіріп тастаңдаршы деп жылаймын ғой мамамнан. Мамам байқұстар енді менің қалауымды орындағысы келеді, сұрайды бар, бола ма деп. Жоқ, болмайды ғой, сол сенің документіңде қалай өзгертіп жібереді. Мен жылап, неге ондай болды? Өйткені тіпті андай жасөспірім кезінде өсіп келе жатқан кезде мен тіпті жігітпен танысуға ыңғайсызданатынмын. Мені қабылдамайды деген сезім болатын. Мен енді бірақ Алматыға келген кезде колледжда уже қаланың адамдары ондайға қатты қарамайды. Оларға ол бәрібір окей деп қарайды да. Олар окей деп қараса да сен өз-өзіңе біртүрлі болып жүресің, шынымен ба деген секілді. Бірақ айналып келген кезде қаланың адамдарына шынымен бәрібір болды. Алматыға келген кезде өзімді қабылдау одан да жақсырақ бола түсті. Менің ауылда мектепте кезеңіне қарағанда. Енді мектепте бәріміз кішкентаймыз, кішкентай балалар қатыгездеу болады деп айтады ғой. Сондықтан да сондай болған шығар. Енді қазір бірақ жақсы, кәдімгідей сіз біздесіп, Оралман деген аттан тіпті Қандас деген атқа өзгерді. Сіз біздесіп, кәдімгідей бір рынокта қайнап жатырмыз деуге болады. Өзімнің де сол жерлес әртүрлі Моңғолиядан келген болсын, Қытайдан келген, басқа елдерден, Америкадан, әртүрлі елден келген қандас бір бауырларды көріп, олардың жасап жатқан істерін қарап, кәдімгідей шабыт аламын. Қандай керемет деп, жай ғана шектеу ярлық екенін түсінесің, себебі дәл сол кісілерде еліне деген махаббат қатты болады. Өйткені олар аңсап келді. Енді менің кезеңімде Қытайда андай толығымен қытайшаланбай тұрған кез, керісінше менің ата-анам тіпті қытайша білмейді. Өйткені толығымен қазақ болды да, ол жақта бүкіл айналамыз қазақ, тіпті оқитын мектептің өзі қазақша мектеп болды. Біз кетіп бастағаннан кейін 2 жылдан кейін басталды толығымен қазақша болмайды деген секілді мүмкін.
бірақ оған дейін мен кәдімгідей қазақтың қаймағын көріп өстім. Біз киіз үйде тұрдық, жайлауда тұрдық, жазда жайлауда, күзде күзекте деген секілді. Енді мектеп кезінде бізді әкеп тастайды, ауданға деп айтады, ауданға келіп тастайды, бірақ қалған кезеңдерде мен кәдімгідей бұл жақта музейде киіз үйді көретін болса, мен жаз айларында жыл сайын мен ол жақта 8 жасыма дейін болатын болсам, 8 жасыма дейін 8 жыл бойы жыл сайын жайлауда өмір сүрдік. Бие сауатынбыз, бие байлайтынбыз. Демек ол жақтағы қазақи салт дәстүрдің бәрін көріп өстім. Мен үшін ол бір кітаптан оқитын дүние болған жоқ, ол менің өмірім болды. Иә, анамның сол бау тоқитын, киіз үйдің жабдықтарын жасайтын, әкемнің көкпар тартатынын көрдім. Күй ойнап, бізде үйде қонақ аралмайтын, ылғи қымыз құятын, бие сауып әкелетін мамам үйде қымыз құятын, таңертеңнен тұрып сиыр да бар, қой да бар. Сондай бір кинодағыдай өмір сүрдім. Маған андай қайтадан бір шанс беретін болса, сен қай жақта, қай кезеңдегі өміріңе оралғың келеді десе, мен сол жайлаудағы өміріме оралғым келетін еді. Андай киіз үйді мынандай бір елестейді ылғи да. Жатқан кезде киіз үйдің жан жағында киіз былай көтеріп қояды ғой, жан жақтан сквозняк ұру үшін. Ол да бір қазақтардың мықты философиясы ғой. Керегені бүйтіп көтеріп, киіз көтеріп қояды, кереге тұрады. И ар жақта ат ағаш тұрады. Ат ағаш ат байлайтын. Ат анау шөпті жұлып атады, қырт. Мен жатамын ана тура киіз үйдің ішінде, анау киіз көтеріліп тұрады. Анау қырт деген дауыс, аттың жайылып жүрген тыныштық, құстардың дауысы, табиғат, сол дүние түндікті көтеріп қойып шаңырақтан жұлдыздарды қарап. Мен үшін бір жұмақтың бейнесі сол сияқты болып елестейді да кейбір кезеңдерде. Сол дәл кезеңде енді әкем көшіріп алып келді. Ол үшін әкеме үлкен алғыс, мен білмеймін қандай жүрек керек болды. Өзіңнің әкемдер енді 35 жаста болды ғой деймін ол кезге. 35 жылыңды артқа қалдырып, бүкіл туған туыстарыңды, бүкіл сен өзіңнің тарихыңды қалдырып болды деп мүлдем басқа, нөлден бастап келесің. Енді ойлайды ғой көбісі, ол қашып кетті деген секілді. Қашып кеткен жоқпыз. Жай ғана шекараны бөлген кезде ортаға шекара түсіп қалды. Қазақтар біреусі бір жақта қалып, біреусі ар жақта қалды. Сонымен ар жақта қалып қалғандар Қытайға айналып кетті деген секілді. Қытайдың жеріне айналып кетті. Бірақ негізіне айналып келген кезде ол бұрын қазақтың жері болған. Өзіміздің жерімізде өмір сүріп жатқанбыз. И сондай бір кезеңдердің кесірінен де дейін айта алмаймын енді. Әсерінен солай қалып қойдық. Бірақ ешқандай да қашқын емес, ешқандай тастап сатқын емес. Айтады да, тіпті гендерінде бар, бұларын сатып кетеді. Жоқ, мен айтар едім, ең мықты, ең күшті махаббат қазаққа деген, қазақ халқына деген, білмеймін, кез келген шеттен көшіп келген қазақтан сұрасаңыздар болады. Олардың сол махаббаты қазақ еліне деген. Өйткені олар аңсап жетті. Мен кішкентай кезден бастап Қазақстан деген ел бар деп естіп өскен едім да. Сол жаққа бару керек. Ол жақта қазақтар өте көп деген. Сол елге деген махаббатты қатты бізге бүйтіп сіңдіріп өсті. Әрине Қазақстанға келген кезде бірден оны сезіне алмады. Өйткені ол кезде Қазақстан өте қатты орыстанған ел болды. Қазір енді керемет, шүкір. Бірақ дегенмен де сол бір қазақилығым менің қазіргі өмірімде жасап жатқан ісіме, айтып жатқан сөзіме, барлығына қатты әсер етеді. Тіпті қазақ аруын алған кездегі менің тынбай тоқтамастан жылағаным сол болған шығар. Себебі сені бүйтіп басқан сезімі бір бөлек, сен Қытайдан келдің деп, одан бөлек ата-анамның үмітін ақтадым ау деген сезім болды. Мен оларға бір көлік алып беріп, үй алып беріп ақтаған жоқпын. Мен сендердің Қазақстанға мені көшіріп алып келгендерің дұрыс болды. Мен Қазақстанға келіп қазақ аруы атандым деген сезім. Ата-анам да қатты жылады, мен де қатты жыладым. Бұл жерде жай ғана мен тәж кидім деген сөз емес, қазақ ретінде мен мойындалдым мүмкін деген сезім қатты болды. Иә. Мен көзіме жас үйреп кетті ғой кәдімгідей. Мурашки кетіп жатыр шынымды айтсам. Андай Дария, осы жерде қарашы, сен қазақ аруы болған кезіңде, сөзіңді бөлсем кешір. Қазақ аруы болған кезде, ол Дария қазақ аруына лайық емес, өйткені оның ата-анасы Қытайдан келген деген осы бір хейт. Атамекенім деп келген сен үшін, ата-анаң үшін қалай әсер етті? Негізі бұл ақпаратты басын таратқан әкем болған. Әкемнен бір кісілер естіпті да, Дария Қуатжан Қытайдан келген екен деп, сол Қытайдан келген бір кісілер тиктоктағы бір пабликқа салайықшы деп сұраған екен. Енді ол кісілер үшін де ол мақтаныш қой. Біз жақтан келіп осылай жетіп жатқаны қандай керемет деп. Өйткені ол бүкілінің сезімі сондай бар. Біз бір жерде бір түрліміз ба деген сезім барлығы ересегінде де кішісінде де болуы мүмкін да. Менің бұндай жетістікке жетіп жатқан сезіп, әкеме хабарласқан, бір нәрсе қылып номерін тауып, әкем алып ұшып менің бүкіл балалық альбомдарын бәрін, қай жақтан келдім, қанша жасымда келдім, барлық ақпарат таратып жіберген. Ол кезде мен дайын болған жоқпын. Мен ұрысып, үйдегілер мен неге өйтесіңдер, мен рұқсатымсыз айтпау керек еді, бұл маған кері әсерін тигізсе қайтер едіңдер деген секілді.
сонымен күттім бір кезеңді осындай бір подкастқа келсем ба, қайда айтсам, инстаграмда айтсам ба деген секілді. Өйткені ара тұра комментарийлер болады. Тыққан сайын ұялған сайын шығып әйтеуір. Қазір енді тіптен бостандықта өмір сүремін деп ойлаймын, тіптен керіліп кеңінен өмір сүремін деп ойлаймын. Себебі менің қысылған дүнием бұл менің тамырым екен. Бұл тамырым менің бүкіл өміріме азық болған дүние екен. Мен қалайша ол нәрсені жастырып, қалайша мен жасыра бүйтіп тыға бердім деп ойлаймын да. Қазіргі жетіп жатқан жетістігім барлығы сол тәрбием, сол көрген дүнием, осы уақытқа дейінгі іліп алған барлығы сол бір Құдайдың бір мейірімі ғой. Енді былайша айтқан кезде мені жаратпастан бұрын осындай тағдыр дайындаған маған. Сен Қытайда туылады, осы Дария деген қыз Қытайда туылады, оның осындай өмірі болады, осындай кезеңдерден өтеді деп соңында демейін, әлі процестеміз ғой. Осындай бір нәтижелерге жетеді деген секілді. Сол үшін қазіргі кезеңде мен өзімнің кәдімгідей армандағанымдай барлық дайын болған кезеңімде айтып жатырмын. Өзімді толығымен қабылдаған, ата-анамды, жағдайымды, бүкіл шыққан тегімді барлығын қабылдаған кезеңдемін. Керісінше одан сайын өсіп өнесің. Негізі көп қыздар бар ғой, ата-анам қарапайым, ауылда мысалы жағдайы жоқ болуы мүмкін, ұялып, қысылып, оны жапқан сайын сен одан қашқан сайын сенің жолың ашылмайды. Керісінше сен қабылдаған кезде сен өсесің, өнесің. Және ол саған триггер болмайды өмірде де ше. Басқа фокусың басқа дүниелерге ашылады да, энергияң деген сияқты. Расымен де мен де мысалы біздің жолдасымыз екеуміздің кәсіпте жалпы орнығып, мынау үлкен белгілі бір деңгейде белестерді бағындырып өсуімізге шынымды айтсақ, шынымен Қытайдан келген өзіміздің қандас бауыр ағаларымыз, қазақтар ғой, өзіміз сияқты үйтіп айтуға бермейді, просто сол шекарадан асып келген аға буынымыз бізге әсер етті. Шынымен де мен жолдасымның әрбір ұстазы, бүйтіп байқаймыз ғой, өткенде дастарханға шақырып жатырық та, 8-9 адам екен, барлық Қытайдан келген ағаларымыз. Қандай білімді, қандай еңбекқор, әрқайсысы өзінің саланың мықты мамандары, миллиардерлер. Шындығын айтқан кезде олар келген кезде базарда тәшкі сүйреп жүрген кісілер ғой, кәдімгідей қара жұмыс жасап та, бірақ солай өзін дәлелдеймін деп екінші сорт деген осындай бір буллингті көргеннен кейін, сол уақытта қиындықты көргеннен кейін, сол уақытта қазір өзін жасап шығарды да. Сондықтан мен өз басым, мынау Америкадан келген қазақ, мынау Ресейден келген орыс танып кеткен шошқа қазақ, мынау андай қазақ, арам қазақ деп үйтіп бөлуге болмайды. Бәрі бір қазақ. Шынымен де мен көп демеспіз ғой. Сол ғой, көп демеспіз. Бөлінетіндей, көре алмайтындай, қызғанатындай. Тіпті мен осындай ағалардың өзінен біздің өмірімізге деген әсерін көргеннен кейін, кәсіпте менің жолдасымның өміріндегі әсерін көргеннен кейін, тіпті мен жолдасымды мектепте олимпиадаға дайындап, халықаралық олимпиадада орын алуына көмектескен. Тұлға болып қалыптасуына мектеп кезде әсер еткен химиядан дайындаған ағай Нұрбай ағай да Қытайдан келген қазақпыз. Қандай мықты мұғалім, не деген ана кісінің ұстаз айта алмаймын енді. Нағыз қазір нарықтағы ең тіпті ұстаздардың өзі ары кетсе миллион табатын шығар. Ол кісі кәдімгі 10-15 миллион теңге табатын ұстаз ше. Сондықтан мен оны өмірде өзім көргеннен кейін олай бөлу дұрыс емес деп түсінемін да. Біріңді қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп. Сондықтан сенің осылай ұялмай, мойындап айта алып, өзің түп тамырыңды қабылдап отқаныңа, және сондай сенімен тағдырлас адамдардың көзін жандырып отқаныңа мен қуаныштымын, Дария. Ол осы орайда тіпті әкеме рахметін айтқым келеді. Әке деген, мама деген заттарды естен жылағым келе береді. Айтшы осы, сен өмірінде әке дегеннің орны қандай? Анамен байланыстың қыз тағдырына әсері қандай болады? Мен әрқашан айтамын, анам менің ішкі халім, әкем менің жетістігімнің себепшісі. Екеуі, біреу оң жағым, біреу сол жағым секілді ғой. Екеуінің өмірімдегі үлесі өте орасан. Сол кездері әкемнің қабылдаған шешімі бүкіл өмірін артқа тастап, балаларым үшін деп, әкем үлкен рахмет айтамын әке сізге. Мүмкін өзі көріп толқып отқан шығар қазір. Әке ретінде перзенттеріне ең керемет шешім қабылдады. Біз 5 бауырмыз, енді 5 бауырымыз осылай қазақ елінде кеңінен тамырымызды жайып, рахаттана, бостандықта өмір сүреміз. Енді мен айтпаймын, Қытай елі жаман ел деген сияқты, білесіздер, рыноктағы алпауыт, қазіргі тіпті номер 1 болып жатқан ел, аспан асты ел деп атайды өздерін, өте мықты. Бірақ дегенмен де сен өзіңді әрқашан бостандықта, өзіңді жақсы сезіну үшін гендік тұрғыдан сен тамырыңа жақын болу керексің. Сен өз-өзіңді былайша айтқан кезде тану үшін тамырың айқын болу керек. Оны
сонау кезеңде әкем біліп бізді осылай әкеліп, менің әкем ғана емес қаншама Қытайдан көшіп келіп жатыр, иә. Білмеймін, статистиканы тіпті тексеріп қарамаппын. Соңғы жылдары осылай шекара ашылғалы бері қаншама көшіп келіп жатыр. Оларға келе салып тұрақталудың өзі де қиын, жұмыс та таппайсың, тілің басқа, сенің уже өзгеріп бара жатқансың, мына жақта басқа, сен орысша міндетті түрде білу керексің деген секілді жұмыстарға тұратын болсаң, иә. Сондықтан да әке үлкен рахмет, бұйырса енді үмітіңізді одан әрмен ақтайтын боламыз. Сіздің қабылдаған шешіміңіздің соншалықты терең дана екенін мен қазір енді есейдім дегенмен де әлі де жаспын ғой, дегенмен мен ойлаймын, уақыт өте келе мен бұл нәрсені тереңнен түсіне бермекпін деп. Ертең сенің бала шағаң қандай алғысын айтады, атасына. Иә, сол үшін біз үшін біздің тарихымыз өзгертіп, біз үшін тарих жасаған енді әкем мен үшін ұлы тұлға деп айтатын едім. Оны қолдап қасында жүрген анам, иә, тіптен қандай, енді анам менің өмірімде бөлек адам, даналығы қандай. Көп подкасттар, енді жалпы подкасттарда көп деп қоямын, бірінші ғана өзі. Екінші подкастың ғой. Екінші подкастың ғой. Ата-анам туралы енді көп айтамын, иә, шынымен де. Ата-ананы қабылдау, мен ойлаймын, бүкіл жетістіктің басы ата-ананы қабылдаудан басталады. Оны қабылдау үшін саған бір керек емес ретриттарға барып, терапия жасап, жай ғана олардың тарихын қабылдайсың, болды. Оларды өзгерту мүмкін емес. Мен ата-анам осындай, барым да нарым да осы, болды, қабылдаймын деп қана қабылдайсың, бітті. Сенің өсетін нүктең сол жерде ғой. Ішкі халің қандай сенің? Мәселен, сені сыртта бір қатал, сондай бір мысты деп айтады. Мен білетін Дария басқа. Мысты қыз болуға тырмысқан сияқтымын өзімде. Енді бір жағынан защитная реакция ғой ол. Мен сол әртүрлі бала шағымда болған дүниелердің барлығын алып келген кезде мықты болу керекпін, бәрі мен түрме қарап сескену керек деген секілді айтқан шығармын, бірақ ішкі Дария ол жұмсақ, енді өзің де білесің ғой, көрінген нәрсені көңіліме ала беремін, жылап, көзім мөлдіреп, андай орталарға барған кезде де мысалға бірден ашыла қоюым да өте қиын. Мен тез ашыламын. Мен ойлайтын бұрын өзімді экстравертпін. Сені өзінше деп ойлайды сырттай адамдар. Түрім суық, өзінше деп ойлайды. Мүлдем ондай емеспін мен деген. Мен өз-өзіммен андай, өз-өзімді торға қамап отырамын, қалай істесем, қалай айтсам болады екен деген секілді. Бірақ ашылсам егер де жақсы құрбы бола аламын деп ойлаймын, жақсы дос бола аламын деп ойлаймын. Ұзақ уақыттар бойы осы жетістікке жетердің уақытында мен жалғыз жұмыс жасадым, жалғыз болдым. Қасымда ата-анам, жалғыз өзім немді көтеріп аламын, андай китайский сумка бар ғой, дорожный, сондай көтеріп аламын, маза тасып ары бері жүріп, қатты ешкіммен араласа қойған жоқпын. Тек міне толыстым, болдым, енді мен адамдармен араласуға дайынмын деген кезде орта іздеп, Құдай өзі орта да қалыптастырып берді, қасымнан керек адамдарды да берді. Түсінгенім асықтырмау керек. Енді мен басқа жаққа тағы кетіп қалдым. Сол ішім нәзік. Айта бер. Еркін формат. Өзім отырып шай ішетін. Өте нәзікпін. Дұрыс деп те ойлаймын. Ол нәзіктігімді кетіргім келіп, не үшін мен жылай беремін, одан сайын мықты болу керекпін демеймін, өйткені қыз баласы болғаннан кейін сен жұмыста қатал бол, бірақ өмірде өзіңе нәзік болуға рұқсат бер. Табиғатың ғой. Табиғатың сенің, иә. Қыздар енді қаншама курстар оқиды, не нәзік болайын, женственный болайын. Мен айтар едім, жай ғана өзің қандайсың сондай болуға рұқсат бер. Біз әртүрліміз, нәзіктіктің формасы да әртүрлі. Біреу қаталырақ нәзік, біреу білмеймін сыпайырақ нәзік деген секілді, иә. Сондықтан да ешқандай мен біреуге ұқсағым келеді деген рамкаға тықпау керек. Мен осындаймын, мен бармын, мен барыммен бағалымын деген сезімде жүру керек деп ойлаймын. Әр адам, әсіресе қыз баласы. Біз көбіне қыздарға жетістікке жетуге кедергі жасайтын осы нәрсе. Олар жетістікке жетуге инструмент іздеудің орнына ішкі дүниесімен ұзақ уақыттар бойы алысады. Мен айтар едім, ішкі дүниең сенің мына жақта жетістікке жетем деген жолда жүріп ақ өзімен өзі қалыптасады негізінде. Ал біз мына жақта алып қоямыз да, ішкі дүнием, ойбай менде не нәрсе дұрыс емес деп. Психологтан психолог деген секілді. Бірақ жетістікке жету үшін бәрібір сен физикалық түрде инструменттермен қолдану керексің, әртүрлі жұмыстар жасау керексің деген секілді. Сол аралықта міндетті түрде ішкі дүниеңде қалыптасады. Сондықтан да өз-өзіңді шұқылай бермейін, нұқылай бермейін, мен дұрыс емес, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп емес. Мен бармын. Бар болған үшін бағалымын деп аффирмация ғой, осыны айта беру керек өздеріңізге. Қандай мінездеріңізден қыңыр, қырсық, білмеймін, қисық, барлығы өте керемет деп ойлаймын. Дария, қалай бәрін білесіңдер? Ой, білмеймін. Кәдімгідей біз мысалы өзім 2002-мін негізі деп. Бірақ 30-ға келіп түсінетін мынау саналы түрдегі ойларды жап-жас болып сендер
білесіңдер және оны өмірлеріне өткізіп те үлгергенсіңдер да. Білмеймін, қиын емес па қыз баласы болу? Қазір сен карьерада да мықты болу керексің, даму керексің, психологияға да тойып алу керексің, тамаша ана болу керексің, жар болу керексің. Осындай бір жүк. Сен қалай шығасың осы? Бір кісіден естіген едім, сен өлшесең қиын болады. Мынан бәрі маған қиын, мен ананы да істеймін, мынаны да істеймін, менде бәрі бар деген кезде сен өлшедің, бітті, саған қиын. Ал сен өлшемесең ол дүниені, саған қиын емес. Мен де кейде өлшеймін, ой, жертваның күйіне түсіп аламын да, мен бүйтем, мен сөйтем, маған қиын деген секілді. Бірақ шын мәнінде Құдай соған сай күш те береді, соған сай уақыт та береді, соған сай айналаңа сені қолдайтын адамдарды да береді. Ол сен көтере алмайтын жүкті шынымен де саған бермейді. Алып келген кезде бизнесте бар, ана жақта қыр болып үлгеру керексің, ата-анаңа аяулы қыз болып үлгеру керексің. Барлығына уақыт табуға болады, барлығына рахаттана уақыт табуға болады. Андай ойбай мен үлгеру керекпін деген сезіммен емес. Я менде ондай сезім тоже көп болады. Үлгеру керекпін, бүйту керекпін, сөйту керекпін деген секілді. Бірақ кезде тоқтаймын да өзіме айтамын. Кеше сол подкаст алдына дайындалған кезде айтамын, тоқташы деймін ғой. Сенде бәрі жақсы ғой. Я кемшіліктер әрқашан бар. Ол сен 80-ге келсең де сенің кемшілігің бар. Ол кемшілікпен өмір тәтті. Сен сол кемшілік арқылы сен білесің өзіңнің жақсы тарапыңды деген секілді. Салыстырмалы түрде ғой барлығы. Кемшілігің жоқ болса, сен өзіңнің жақсы қырыңды білмеймін, тіпті бағалап та білмейтін едің деген секілді ғой. Сондықтан да бұл жерде енді ойбай мен кереметпін, мен бәрін білемін дегендей емес. Айтқан кезде бәрі керемет, оны практикада қолданған кезде кейде өзімде ақсап қалуы мүмкін. Одан кейін қазір енді әлеуметтік желі дамығаннан кейін зумерлердің ақылдылығы содан деп ойлаймын. Ақпарат өте көп қой. Сен көп дүниені көресің, көп дүние сен үшін базаға айналады. Бұрынғы мысалға ата-анамыздың кезеңінде білмеймін, Америка деген бір басқа ғаламшар сияқты көрінетін еді ғой. Қазір Америка мына тұрған жер ғой. Ұшып бара саламын деп уже ойың санаң жетіп тұр. Санаң жеткен жерге сен де бара саласың. Енді Илон Маск бұйырса, адамдар ұшырса білмеймін, Марсқа да баратындай деңгейге жететін шығар, иә. Сондықтан да әлеуметтік желінің арқасы деп ойлаймын. Сендердің толқындарыңда, Дария, құнсыздандыру өте көп, байқаймын. Бір нәрсеге жетіп алады да, сосын жоқ, мен олай істемедім, бұлай бұдан да күшті жасайтын едім, анау өсіп баратыр, мынау өсіп баратыр деп кінә таға алмайсың. Желіде жылтыраған өмір, бәрі тамаша жағын көрсетеді, өзімізде проблемамызды айтып отырмаймыз, кімге керек деген сияқты. Дей тұрғанмен осы бір дүние сендердің қандарыңа сіңіп баратқан сияқты. Сенде бар ма? Қалай сен күресесің, қалай шығасың? Мен өз-өзімді құнсыздандырудың бірінші номері майталманымын. Иә. Мен үшін таңғалдым да, Дария, сен подкастта нені алдым, тәжді алдым қазақ аруынан кейін, азанда ұйқыдан тұрғанда ауыр сезіммен, депрессиямен енді не істеймін деген. Жобада да сондай болды менде. Дала рухын жасағаннан кейін сол сәтте кешкісін сенімен кездескен кезімде күшті сезім болды да. Ертесің оянамын, не істеу керек деген секілді. Ол сезімді де қабылдадым. Себебі сол сезім мені драйвқа жіберіп тұр да. Драйв беріп тұр маған. Ары қарай тағы да бір нәрсе істеуге болады. Бұл тойымсыздық па? Әлде бұл бір комплекс па? Әлде мен өзімнің жоғары меніме жеткім келеді. Менің жоғары менім қандай деңгейге дейін жасай алады. Мен бұны да әрқашан айтамын. Сен ғарышқа ұшуға жоспарлайтын болсаң, үйіңнің қашасынан міндетті түрде секіріп өтесің. Сол үшін де ол дүниеме де тыныштық бердім. Өз-өзіме құнсыздандырып, тыныштық бермеймін, ананы істеу керек, мынаны істеу керек. Егер сол нәрсені алып тастайтын болса, мүмкін мен ештеңе істегім келмей қалар ма еді, иә? Құдай сол үшін сол сезімді беріп тұрған шығар. Жай ғана оны қабылдап, баланста сақтау керек деп ойлаймын. Мысалға, ұйықтайтын кезде оны ойламай, күндіз соны ойлап, сол драйвпен, сол мақсатпен алдыға қарай ұмтылу деген секілді. Себебі әлем сондай үлкен. Мысалға, жақында Қытай еліне барайын деп жатырмын. Бір Шанхайдың өзінде 36 миллион халық тұрады. Бізде Қазақстанда қанша 30 миллионға жеттік па, жетпедік па? Мен соны ойладым. Біз деген қазір 30 миллион халыққа өзіміздің продукциямызды бүкіл Қазақстанға танытып әлекпіз, иә. Бұйырса танылсын, бұйырса мықты болайық. Бір қала Шанхайдың өзіне 36 миллион болатын болса, менің барар асуым қандай деп ойладым. Бір Шанхайға барып Даридаен дүкен ашып тастадық, иә, мысалға. Бұйырса, Құдайым бұйырсын сондай дүниелерді, иә, сондай масштабтарды. Бір қаланың өзінде сені қандай миллиардный оборотқа жеткізетін халық тұрады деген ой. Сол кезде мен өзімді кішігірім жасаған бір нәрсеме ойбай деп дандайсып қалғым келмейді. Өйткені Құдайдың саған беріп тұрған күші көп. Жай ғана өлшемеу керек ол нәрсені, бере бер, соған сай маған күш бер деп қана айту керек секілді деп ойладым. Себебі Аллах үшін әлем шексіз ғой. Негізінде ол бере салады ғой, бүйтіп ақ. Біздің миымызда ойбай мен күш көп жасап қойдым, бітті деп демалып қалу деген секілді, иә. Мүмкін сенің осы қасиетің де жұлдыз ауруына шалдықтырмай, бір қалыпты өзіңнің қарапайым болмысыңды жоғалтпауға да әсер ететін шығар.
сен мен қазақ аруымын деп айтпайсың да ғой сен, біз қанша кездесіп жүреміз, ұяламын дейді, сосын есімнен де шығып кеткен ол, мен басқа нәрсеге жетуім керек дейді да. Соңғы осы жобада қазақ аруының коронасын киген кезде де құрбыларым ғой айтқан, кисеңші, тәжіңді кисеңші деп. Мен соны ойлап қоямын, кию керек сияқты деп. Өйткені енді 1 жыл ғана болады ғой менде тәж. Мен ол деген өткен шақты тез ұмытамын. Мен мысалға бала кезімдегі, мектеп кезіндегі дүниелердің көбісі есімде жоқ. Кәдімгідей адамдарды да ұмытып қаламын. Кейде соны өзінше деп ойлап қалып жатады. Шынымен де түрін былай есімде, бірақ атын мен қайықта кездесіп мүлдем білмеймін. Миым сондайға жақын. Бірден өшіріп тастайды. Сол сияқты мен үшін мысалы кешегі болған дала рухы ол 1 жылдық азығым болмайды. Бітті, мен қазіргі азығым енді келесі жылы болатын жоба деген секілді. Бірден жасадым, сол моментте қалдырдым, мен дальше деген сияқты заттарға көбірек мән беремін да. Дариядан қандай белес күтеміз онда келесі жолы? Білмеймін. Кеше мен бір мынандай не көрдім. Кімнен, бір кісіден, жоспарлама дейді. Сен жоспарласаң миың қиналады дейді. Мен мынаны істедім, мен ертең мынаны істеу керек дейді. Сен бүгінгі күнмен өмір сүр дейді. Сол кезде ойлап қаласың, қайсы дұрыс деген секілді. Жай ғана бір арманым бар екенін білем, бірақ жоспармен нақты бүйтіп айтпаспын деп ойлаймын. Сәті келеді екен өзінің. Сен қанша мың жерден жоспарлағанмен, мысалға мен показды биылға деп жоспарлаған жоқпын. Оны сендер айттыңдар маған. Саған қазақ ару кезінде бір нәрсе жасау керек, сен қолынан келеді дедің. Сосын қасымдағы басқа адамдар соған себепші адамдар да жолға қалып осылай жасап кеттік. Әйтпесе менің жоспарым бойынша мен дала рухын білмеймін, бір 5 жылдықта 10 жылдықта жасарым едім мүмкін. Жоспарласаң тіпті өзіңнің миыңның көкжиегінің аясынан ары жоспарлай алмайсың. Осындай тар миың оқығанға байланысты ғана. Қалай саған Құдайдың беріп тұрған дүниесін қабылдай берсең, қаншалықты қабылдай бересің, соншалықты саған жоспарыңды өзі тағдырың Құдайың жазып қоятын секілді көрінеді. Алла саған бақ берді, бақ деп айтуға болады бұны. Бабың да дайын болды. Бап та дайын, бақ та дайын болды. Бақты баста ұстау үшін қандай қасиет керек деп ойлайсың, түсіріп алмай? Бәрінің уақыты екенін білу керек сияқты. Өйткені мысалы хейт болады 3 күн, танымалдық болады 3 күн. Адамдардың көкейіне сен жүресің, дегенмен де 3 күн адамдар халық шулайда дейді. Сен сол 3 күннің ішінде өзіңді бүйтіп ұстасаң, 3 күннен кейін сен кімсің деген секілді. Бәрібір де айналып келген кезде барлығымыз бір Құдайдың алдында бір пендеміз, жасап жүрген істеріміз ғана әртүрлі болуы мүмкін. Сол бүйтіп тепе-теңсіздік болып кетпес үшін, сол бақты ұстай алу үшін бәрінің уақытша екенін, сол сәтті уақытында бағалап, бір Құдайдан келген сый екенін түсіну керек шығар. Өйткені білмеймін, маған мысалға не үшін бұйырды ол нәрсе, басқа біреуге де бұйырса болар еді ғой деген секілді бір шүкіршілік керек шығар іште. Сол кезде бақ сенің басында қонатын секілді. Достар, подкастты бөліп жүрсем кешірім сұраймын, маңызды дүние айта кетейін. Егер сіздердің беттеріңізде акне, пигментация, әжім, құрғақтану сияқты мәселелер болса, Korean Buyers компаниясы, менің компаниям, нарықта 5 жылдан бері жұмыс істейміз. Төмендегі сілтемеге өту арқылы мықты консультант мамандардан кеңес ала отырып таза терге жете аласыздар. Және де біз Кореяда осындай халал коллагендерді өндіреміз. Сіздің тырнағыңызға, денсаулығыңызға, буын ауруларыңызға өте жақсы, өте көп бізде отзывтар бар, шынайы. Сондықтан жазсаңыздар болады. Өнімдер көп, ең бастысы сапаға жұмыс істейміз. Сіздерді күтеміз. Қазақ аруы қандай болу керек деген деңгейді көтеріп бердің. Оны халықта айтып жатыр. Рахмет. Енді сіздерден кейінгі қазақ аруға талап та халықтың тарапынан күшті болатын сияқты. Бірақ мен андайды ұнатпаймын. Іштей стандартқа тығуды ұнатпаймын. Мысалға, мен биыл қазақ ару болдым. Мен басқаша бір деңгейді көрсеткен шығармын, Бірақ былтырғы қазақ аруы немесе келесі қазақ аруы ол менен деңгейлер төмен, ештеңе жасамады, тағы да бір нәрсе деп айту дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені әр қыз өзінше өзін көрсетеді. Оның жүрегінде жатқан дүние басқа, ішінде жатқан дүние басқа. Былтырғы қазақ аруының жатқан дүниесі басқа. Ол басқа нәрсені бізге көрсеткісі келді. Мен ойлаймын, керісінше қазақ аруы жыл сайын, мысалға бізде андай мемлекеттік бір не болады ғой, биыл осындай жыл, келесі жыл мынандай жыл деген секілді. Кім мықтырақ деп салыстырудың орнына, биыл кім бізге қандай құндылықты ұсынады екен деген секілді. Биыл мен қазақилықпен еңбектің мүмкін бір құндылығын, көрінісін ұсындым. Келесі жылғы қазақ аруы менен кем болады деп ойламаймын. Мен керісінше ойлаймын, мүмкін ол басқа құндылықты ұсынып, басқа жағынан бізге көрінетін шығар деп. Баян Мақсатқызының да бір қойған мақсаты сол деп ойлаймын. Ол жай ғана бір сұлулық танытып, кім бірінші, кім екінші дейтін емес. Сенен бәрібір мықтырақ біреу өмір бойы табылады. Сен ешкімнен мықты бола алмайсың. Жай ғана санасы дұрыс тұжырымдай алатын адамдар сөйтіп ойлау керек деп ойлаймын. Қандай құндылықты біз алып қалу керекпіз деген секілді.
Сен сұхбатыңда Баян Мақсатқызына менің жоспарым бар деп айттың. Асылықпен сөйледім деп ойламайсың ба? Жоспарың орындалды ма? Мен көрген кезде вау деп қалдым. Мынау не деген еркіндік, мынау не деген қайсарлық деп. Кейін толық сұхбатты көрген кезде жоқ, жап-жақсы дүниені айтып отыр екенсің. Асылық айттым деп ойламаймын. Ол да менің бір мақсаттарым бірі. Қазіргі таңда енді алдында жобаға да шақырдым ол кісіні, ол кісі біліп жатыр. Жалпы BM Production'мен былай хабарда болып тұрамын. Енді көп сұрайды, не үшін бұл қызды ары қарай не істеп жатқан жоқ, тартып жатқан жоқ деген секілді. Мен түсінемін, мен актриса емеспін, әнші емеспін деген секілді. Бірақ дегенмен де алдында Алтын ханымға киім жасауға ұсынған еді. Өкінішке орай уақыт өте тығыз болды. Мен дала рухына киім тігіп жатқандықтан үлгермедім. Бірақ міндетті түрде қазақ аруына егер де мүмкіншілік тағы да туып жататын болса, тігуге міндетті түрде дайынмын. Өзімнің қай жағынан мен мықтымын, сол жақтағы талантымды беруге дайынмын. Баян Мақсатқызы қандай ұсыныс тастайды, соның барлығын қабылдауға дайынмын. Ара тұра өзім де бір ұсыныстар тастап тұрамын деген секілді. Сондықтан да ол кісіге жоспарымның бар екені өтірік емес, және де мүмкін деп те ойлаймын. Молодец. Құдайдың бұйырғанына қарай ғой. Жарайсың, молодец деп айтуға болмайды. Жарайсың, Дария. Рахмет. Қандай пәтуалы, қандай бір жоғарғы деңгейдегі сұхбат болып отыр. Рахаттанып отырмын. Көрермендер де сөйтіп отырған шығар. Шынымен де прям құлағымның құршы қанып, қаншама оязықтар алып отырмын ше. Неге жастардан үйренесің деген рас қой. Мысалы, бізде компанияда көп жастармен жұмыс істеуге тырысамыз. Креативті, жаңашыл, дамып қалған, жан-жақты ойлана алатын, бір шекараларға, шектеулерге, таптаурындарға тапталып қалған адамдар емес. Енді сен өзің жассың. Компанияңда қазір қанша адам жұмыс істейді? Мен соны бір дұрыстап санап келу керек еді. Бәрі сразу 100 шақты адамның басын бір арнаға қосып үлкен миссияда жұмыс істеп отырсың. Бір кішкентай қазақтың қаршадай қызы қолдайықшы. Шынымен де Дарияны жұлмаламай жан-жақтан қырып қалсаң трецқа әйтеуір хейт жазып жатады ше. Менің ойымша ол жазып жатқан адамдар өзінің бойында сен сияқты потенциалы бар адамдар жазады деп ойлаймын. Шынымен де мүмкін. Жақсы жағынан қарайтын болсақ ше, демек алу керек деп ойлаймын жақсы жағын сенен. Сондықтан қолдайықшы, кәдімгідей барымызды, осындай нарымызды, қазақтың қыздарын кішкентай болып бір жағын әйтеуір жасап жатыр да, тырмысып. Үлкен бір масштабқа шығуға мүмкіндік. Қиын емес па жалғыз өзіңе осындай бір үлкен компанияны басқару? Сосын сенде мысалы қазақ аруына дейін кішігірім бір мысалы 30 мың оқырман болды, компанияңда бір 6 миллион, 10 миллион жасайтын жаңағыдай айналым болған шығар, иә? Өсу бір сәтте жоғарылап кеткен кезде қанша есе өсті және оны қалай қабылдай алдың? Бәрі ойлайды, бірден өсіп кетті деп. Бірден өскен жоқ ол. Оқырман саны бірден өсті, бірақ бізде брендте сатылым бірден өскен жоқ екені. Сатылым бірден өсу үшін сенің арт жақта дайындап қойған дүниең дайын болу керек. Сен мысалға мүмкін емес 6 миллион, 10 миллион жасап жүріп, болды мен қазақ ару атандым, енді мә саған 50 деп бере сал. Өйткені жоқ қой, сататын товарың да жоқ, дайын командаң да жоқ деген секілді. Сондықтан да рост бірден болған жоқ. Ақырындап болды. Ақырындап біз дайындадық. Ақырындап адамдар қостық. Біз мысалға ол кезде 60 квадраттық помещениеде отырсақ, қазір 250 квадраттық помещениеға көштік деген секілді. 200 ба, ұмытып қалдым ғой. Қазір салыстырып жүрмесін адамдар. Осы айтып етсеп 200 ба, сондай квадратқа көштік деген секілді. Оның өзі қазір мысалға тарлық етіп жатыр. Сондықтан бірден бола сал деп айтпаймын. Одан кейін мен жалғыз істедім деп айта алмаймын. Мен жалғыз бастадым, бірақ мен қасымда маған қолдау көрсеткен адамдар өте көп. Ол морально болсын, іспен болсын, командамның өзі қандай мықты қыздар. Мен командам әрқашан айтамын, сендердің өскендерің менің арқам емес, өздеріңнің арқаларың, өздеріңнің іштегі жігерлеріңнің арқасы. Мен қанша сендерге білім берейін, қанша мотивация айтайын, бірақ ішкі жігерлерің болмаса, мен жасаймын, мен көремін деген дүние болмаса, баяғыда қолдарыңды сілтеп кете салсаңдар болатын еді деймін. Өйткені жас өсіп жатқан бренд болғаннан кейін, жас компания болғаннан кейін туып жатқан мәселелер өте көп. Ана жер дұрыс болмайды, мына жер дұрыс болмайды. Күнделікті Құдайға шүкір проблема жеткілікті, енді шешу керек. Қыздарда кәдімгідей иммунитет пайда болған проблеманы шешуге мен тіпті проблема іздеймін, сұраймын, не проблема бізде? Проблема болмаса мен уже бүйтіп бастаймын, жоқ, болу керек проблема, өйткені проблема шешу арқылы ғана, біз кемшілікті білу арқылы ғана өсе аламыз. Сондықтан да мен жалғыз емеспін. Осында отқан, мені қарап жатқан бүкіл Дария командасына үлкен алғысымды айтамын. Менімен істеп келе жатқан құрбыларым да бар арасында.
өзімнің тіпті туған сіңілім де менің компаниямда жұмыс жасайды. Оған тіпті ешқашан сіңілім ретінде қараған емеспін. Ол жақта кәдімгі қатардағы жауынгер, қатардағы қызметкер ретінде жұмыс жасайды. Алдында дала рухы кезінде де 2 сіңілім, інім болды қасымда, үйдің 5 бауыры болып. Сол бір жобаға атсалысып жұмыс жасадық. Екеуі кішкентай болса да модель болып шықты. Сондықтан да мен қазір мен жалғыз жеттім, мен кереметпін десем, командам ренжімес енді, бірақ іштей өзіме рұқсат бере алмайтын сияқтымын мен деп айтуға. Мен әрқашан айтамын, біз жасадық ол дүниені деп. Кіммен миссиямыз тоғысады, кіммен былайша мінезіміз келеді, иә, сонымен біз ары қарай миссияға ұмтылуға дайынбыз. Қазір мен миссияға ұмтылып жатырмын деп айтпаймын, біз миссияға ұмтылып жатырмыз. Кішігірім бізде жұмыс жасайтын бір ғана жігіт бар, қалған бәрі қазақтың қыздары. Айтамын, сол қазақтың қыздары болып, қазақтың қара көз қыздары болып, осы кішігірім болсын, қазақтың мәдениетіне бір үлес қоса берсек. Әркім әр саладан, біреусі сатып, біреусі түсіріп, біреусі тігіп деген секілді. Мен ойлаймын, олар Даридаға келіп тек қана ақша тауып жатқан жоқ. Олар үлкен миссиямен қауышты. Олардың бір өмірлік миссиясы пайда болды. Кейде мен жұмысқа қолымды бір сілтеген кезде, сілтемеймін, бірақ дегенмен сілтегім келген кезде командама қарап мен шабыт аламын. Осындай жайнап тұрған көздерді көріп, менің тоқтап қалуым мүмкін емес, менің жұмыс жасамай қалуым мүмкін емес деймін, ал кеттік шаптық деймін. Одан бөлек те қасымда қолдап жүрген адам бар енді. Оған қазір тоқталамыз. Негізі шынымен де дұрыс айтасың, компанияда дейді, проблема болса айнаға қара дейді. Басшы болсаң компанияңның, айнаға қарайсың. Ал табыс болса, жетістік болса, онда терезеге қара деген бір сондай әдемі тұрақты сөз тіркесі бар. Сонда иемденбеу ғой, бізде алу, және де оның артында тұрған Құдай деген сияқты. Өсетін қызсың. Ой, рахмет. Фатуада әңгіме болып жатыр. Осы дүниелердің барлығын ерте ұғынып, оны өміріңе сіңіре алып, проживать ете алу, орысша айтқан кезде, бұл жақсы дүние. Бірақ андай бұл подкасттан мен кереметпін деген деңгейде шыққым келмейді. Жоқ, ондай нәрсе болып жатқан жоқ. Мен сырттай қарап отырмын қазір бақылап, сондықтан қыздарға да андай. Менден гөрі біз, сосын кәдімгідей бір успешный успех емес, шынымен де тағдырдың қисалаңдары, провалдар бәрі айтылып жатыр. Мен қазақ аруындағы Дария емес, өмірдегі Дарияны көріп тұрмын. Күшті, керемет. Мен осы кәсіпке келгеннен кейін, қазақ ару болғаннан кейін ең күшті маған бір берген дүниелер, олар кәсіпкер кісілермен, кәсіпкер әйелдермен, мен оны алдында да айтқам, таныстық өте көп болды. Мен көптеген кәсіпкерлердің ішкі кухнясымен таныс бастадым деген секілді ғой. Тіпті мысалға, ой, менің жасап жатқаным қалып кетеді деймін ғой. Бізде шынымен де мотивация алуға тұрарлықтай қазақ кәсіпкерлері, қазақ әйелдерінің жасап жатқан дүниелері өте керемет. Мен енді лично бренді болғаннан кейін, мен бір мына жақта жасап жатқан сияқты болып көрінгенімен, бізде қазақ брендтері өте көп. Ол біздің құрбымыз мысалға, Айсұлу, өзі қандай бренд ұстап отыр, Лоу Кейк, айтып кетейік осы жерде. Одан бөлек те қаншама брендтерді біз білеміз. Олардың кім жасап жатқанын көрген кезде, мен айтар едім, келіңіздер, бизнес жасаңыздар, дамыңыздар, өсіңіздер, қазақ рыногы ашық, және де қазақ әйелдерінің кәдімгідей бас көтеріп жатқан керемет бір прайм эрасындамыз. Сондықтан да қазір мен ойлаймын, біз көретін 90% қыз балалар осы подкастты көріп, шабыт алып, бастайын деп жатқан істеріңізді бастап кетіңіздер. Себебі ең қиыны бастау дейді. Бастаудан кейін ары қарай береді Құдай өзі. Қиындығын да береді, сыйын да береді. Екеуін бірдей қабылдай беру керек қой. Негізі өмірде көп жетістікке жеткен адамдар, тәуекел ететін адамдар, қорықпай бастап көру. Дұрыс айтасың. Мынау енді киім сән әлемі жағынан нақтылап нүктесін қойып кетейін тағы бір сұрақпен. Мынау Dior, Hermes сияқты үлкен әлемдік брендтердің көшірмелері бар. Енді әлемдік статистика бойынша осындай алпауыт брендтердің көшірмелері көбейіп шығып кеткендіктен миллиардтаған қаржы зиян тигізіп жатыр сол компанияларға. Енді сенің де брендіңді көшіріп, қазақ оюларын сен енді өзің студент кезде сыздым, жасадым деп жатсың ғой, көшіріп шығара беретіндер көбейіп кетті. Бұл дүниемен қалай күресесің, ойың қандай жалпы? Бізде заңгер бар айналысатын. Қазір мен онымен қатты басымда ауыртамын деп айта алмаймын. Өйткені нақты қойып делегерт еттім. Команда айналысады көшірмелермен. Шабыт алыңыздар, міндетті түрде, ол жаман емес. Бірақ
түпнұсқасын көшіріп сатып, кейбір кезде бағасын түсіріп демпинг жасап, демпинг жасап бізді блоктап тастайды кейбір кезде, көшіріп жатқандарына қарамастан. Сондай кезеңдерде күресеміз. Оған заңды тұрғыдан мен емес, кәдімгідей заңгерлер айналысатын болады. Ол ары қарай білмеймін, досудебный кәдімгідей барып сотқа дейін кетіп қалатын кездер болды бізде. Оған енді мен қатысым жоқ, кәдімгідей ол заңгерлердің жұмысы. Және де енді кейде ойлаймын, мүмкін жақсы да шығар. Өйткені Қазақстанда сондай аналогтар пайда болып жатса, үлкен брендтер пайда болып жатса, біз өзімізді өзіміз көшіретін деңгейге келетін болсақ, демек қоғам алдыға жылжып жатыр деген сөз. Бұрынғыдай тек қана Қытайдың киімін, білмеймін, турецкий деп тұрып емес, қазір кәдімгідей отандық дизайнерлердің праймерасы болып жатыр. Сондықтан мен әрбір өскен брендке қуанамын. Hermes, Валентина сияқты мысалы брендтер қазақы, мынау Азияның әсіресе қазақ оюларды қатты қолданып жатыр ше. Масс-маркетте мысалы Zara қолдануда. Осы сияқты ертең біздің ұлттық құндылығымызды ұрлап алып, ертең біз дәлелдей алмай қаламыз деп қорықпайсың ба? Қашан біздің осы өзіңнің жасап жатқан өнімдерің үлкен әлемдік деңгейдегі масштабқа шығады? Бұйырсын. Кәдімгідей мынау қазақтық екен ғой дейтін, мынау ою қазақтық екен ғой дейтін деңгейге жету бұйырсын. Енді оған дейін қандай жұмыстар жүру керек, білмеймін, тіпті ағылшын тілін үйренуден басталу, қорықпаймын, бірақ дегенмен де мақсат бар. Енді бұйырсын осындай көзіміздің тірі кезімізде, осы Құдай ұзақ ғұмыр берсін бізге, сондай бір әлемдік деңгейде Hermesтермен бірге тұрып, бұл біздің ою деп айта алатын кезі болды. Болашақ бар ғой бізде. Лора Пианода. Мен сенемін, мен сенгім келеді. Мен ешқандай саясатқа араласпағаннан кейін білмеймін, бізде бар ма жоқ па, бірақ менің басымда, менің ойымда мен шектелмеймін. Мен жай ғана сенгім келеді, және сол сенім арқылы ары қарай жұмыс жасағым келеді. Өзіңнің өнімдерің Даридеядағы мынау сапаны сақтай отырып, бағаны да ұстай білу қаншалықты қиын? Енді импорт, мынау сенің кәсібіңде 70-90% тіпті өнімдер сырттан алынады. Ол өте кейде қиын. Қытайға баратқанымды сол үшін. Өйткені бәрібірде сен сыртқы қаптаманың өзін, қораптарының өзін Қазақстанда жасату сәл сапасыз, баға жағынан да қымбат болып кетеді кейбір кезеңдерде. Білмеймін енді қандай бір бақытты қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заманға келеміз, өзіміздің матамызды, өзіміздің жібімізді шығаратын. Әзірге сол көну керек. Дегенмен де сонымен қоймай өнер шығарып жатқан дизайнерлерге мен ойлаймын бас ию керек деп. Қымбат болып келеді ғой отандық өнімдер. Өйткені бізде қол жұмысы да өте қымбат. Бізде мысалы Қытайдағыдай, білмеймін, мысалы Үндістанда тіктіре деп айтады, ондай арзан емес. Қол тігінің өзі қымбат, келетін мата, тіпті матадан бөлек доставкасына сен бөлек кәдімгідей карголарға төлейсің деген секілді ғой. Бірақ дегенмен дәл өзім брендімде Даридеяда айтатын едім, отандық өнімдер арасында бағаны мейлінше тиімдетіп сақтауға тырысамыз. Мен бір аспаннан алып баға қоя алмаймын. Мен өнімімді белгілі бір аудитория ғана емес, бүкіл қазақ еліне жететіндей жасағым келеді. Қолжетімді етіп, қолжетімділігіне қарамастан дизайны да сапасы да соған сай ететін болатындай етіп тырысамыз. Кемшіліктер болуы мүмкін, бірақ дегенмен жоспар бар, мақсат бар. Соған ұмтыламыз. Бағаны білмеймін, мүмкін уәде де шығар, тым қымбат етуге менің қазір жоспарым жоқ. Мен ойлаймын, біз қаншалықты танымал боламыз егерде кішігірім ғана бір аудиторияға жасап, тек қана қымбат киімдер сатып отырсақ, мен ойлаймын, орташа деңгейді ұстап, көп халыққа бере алған дұрыс деп. Мысалға, шетелдің халықтары да алады бізден деген секілді ғой. Жалпы енді сен сияқты қызға көзі түспейтін, қызықпайтын ер азаматтар жоқ деп айта алмаймын. Өте көп сияқты. Осы қыздың басы бос па екен деп, алғашқы сұхбатыңда жүрегім бос емес деп айттың. Жалпы сен үшін махаббат деген не? Ол ішкі тірек пе? Әлде сен үшін бір қанатыңды одан әрі қақпай сені өсіретін нәрсе ма? Білмеймін. Сен үшін не? Махаббат деген сол сана биігінде тоғысу деген сөзді енді жиі естиміз ғой. Оған келісемін. Одан бөлек махаббат ол бір-біріне қолдау секілді. Риясыз сену және қолдау. Қандай қиын кезең болмасын, қандай орталарында ұрсыс болмасын, бір-біріңді ренжітесіңдер, бәрібір өз бір-бірлерін қолдасаңдар, сол махаббат. Кейде мысалға кеше бір пост көріп қалдым.
мейлі мен сенімен ұрсыстым, мейлі мен сені ренжіттім, мейлі мен сенің телефонды алмай қойдым, бірақ бәрібір де мен сені жақсы көремін. Және де үлкен бір жастықта қартайған үлкен кісілерді қарап ойлайсың да, қызығасың. Мен сол кезде олардың жай ғана бір жастықта қартайғанына емес, соншалықты көп ұрсыстан, соншалықты көп бір біріңді түсінбеуден өте келе осылай бір жастықта қартаю, білмеймін, адамда үлкен шыдамды да талап етеді. Жалпы махаббат ол бір біріңді шыңдау да секілді. Сен махаббатта танисың, ол адамды тани отыра өзіңді танисың. Ол жерде сенің ішкі өзің білмеген мінездерің шығады, білмеген қорқыныш ойларың шығады. Ол бір кезеңдерде саған қаншалықты опора болса, екінші бір кезеңде саған соншалықты бір қиын қамал болып та көрінуі мүмкін. Соның бәріне қарамастан қабылдау бұл махаббат. Біз кейде қыздар мінсіз адамды іздейміз. Біз өзіміз мінсіз емеспіз. Әлемде мінсіз дүние жоқ. Сол мінсіздікті іздеп жүріп уақыт өткізіп аламыз. Мінсіздікті іздеп жүріп қасындағы адамдарды ренжітіп аламыз деген секілді ғой. Демек, өзінің жартысын іздеп жүрген қыздарға қандай кеңес бересіз? Енді red flag, green flag деген қыздардың бәрібір біледі ғой қазір. Мен ойлаймын, әңгіме жарасу керек бірінші. Әңгіме жарасу керек, сен ол адаммен тыныштық табу керексің. Бірақ ол адам тұйық болса, болды, бұл тұйық екен демеу керек. Себебі тұйық адамдардың да әртүрлісі болады деген секілді ғой. Әңгімең жарасу керек, одан кейін ол адам сені қолдау керек. Сен оны қолдау керексің, ол сені қолдау керек. Карьера әлде махаббат деген дүние сенің өміріңде ешқашан екі таразға салынбау керек. Екеуі бірге тұру керек. Ал ол бірге тұру үшін сенің артыңда соны саған бірге әкеп беретін адам болу керек қой, былайша айтқан кезде. Сен өз адамыңды жолы болған жаңағы жігіт деп қояйыншы. Дарияның жүрегін жаулаған несімен жүрегіңе жақын тұттың, сенің адамың деп тани алдың? Мен бірінші подкаст айтқан кезде көп кісілер маған айтады ғой, не үшін айттың, сенің праймераң, сен хайпта жүрмейсің ба деген сияқты. Шынымды айтсам, маған ондай хайп керек болған жоқ. Анаумен шип болсын, мынаумен шип болсын деген секілді. Қазір соны түсіндім. Кеше түнде жатып ойлаймын ғой, ертең айтайын ба айтпайын ба, мүмкін жаба салармын жылы деп та. Бірақ мен қазақ аруына дейін, бүкіл карьерамның басталғанына дейін танысқан адам ол менің бүкіл провалдарымды біледі, бүкіл мінезімді, жылаған кездерімді бәрін біледі. Ақшаң, атағың жоқ кезден бастап біледі, иә, бірге келе жатыр. Менің әкемнің айтатын сөздері маған айтады: әшейін сенің қолыңнан келеді, әшейін жасап тастайсың сен дейді да. Менің карьера әлде махаббат деп таңдамайтынның өзі сол кісінің айтқанынан болған дүние ғой. Иә, еркіндік берді болды. Ол еркіндік база ғой, ол базаны түсініп тұр да, ол бар ғой. Енді мен енді ол еркіндік берген үшін мен ойбай үлкен рахмет айтамын дей алмаймын, өйткені ол болу керек дүние. Ол оның санасы да, оны түсініп тұрған. Сондықтан да маған соншалықты қолдау көрсеткен адамды мен арзан хайп үшін шип болады менде деу үшін ғана жасырып қалуым менің адамдығым емес секілді. Мені сондай өпектеп ұстайды да, сондай еркемін оның қасында. Бизнесте мықты болғанмен сәл былай барып, мынандай болып жатыр, менде көмектесші маған, сөйтіп нәзік болып қаламын оның қасында деген секілді ғой. Сол үшін ондай маған қолдау көрсетіп жүрген ата-анамнан артық болмаса кем қолдау көрсетіп жатқан жоқ. Қолдау өте мықты, менің бір тірегіме айналған адам деп айтсам болады. Тірегің деп айта аласың демек ішкі? Айта аламын. Кейде енді ол тірек болып кеткен үшін де проблема болып қалатын кездер болады, оны бөлек сөйлесуге болады. Бірақ дегенмен де өте қатты құрметтеймін ол адамды. Сондықтан да мен нақты атын айтып түрін түстемесем де ол адамға деген шексіз құрметімді, шексіз бір алғысымды осындай подкасттарда айтқым келеді. Білгенін қалаймын. Мойындау да ерлік, айта білген де ерлік. Осы жолы келіп тағы да енді осыны айтпаймын деп отырғаным қате сияқты да, онда айттым ғой. Несі бар екен? Барды бар деу керек. Бар деу керек. Адам өткен алдымыздан деп ше. Адам достойны болса, лайықты болса, тіптен ерке айтпасқа. Бір жағынан анау атақ, абыройың, жаңа ақшаң жоқ кезден бірге келатқаның да жақсы, иә? Әрине. Бар болып кеткен кезде бәрі әйтеуір көз салғыш қой. Осындай бола қалған, тола қалған қыз қолымызға сап етіп түсе қалса ғой дейтін. Мүмкін, иә. Енді жоқ кезімізден дегенде мені қалай бар солай қабылдап, менің мықты жағымды көре алған. Ол әрқашан айтатын, сенде мықты потенциал бар деп. Мен сұрай беремін, қандай андай қыздар сұрай береді ғой. Бірінші кездесуде мен туралы не ойландың деген секілді. Мен саған қандай болып көріндім деген секілді. Сол сияқты мен сенен потенциал көремін, мықтысың деп, сондай. Сен потологын қойып тастадың, сенің қолыңнан келеді.
сен ең мықтысың деген сияқты дәл әкем айтатын сөздерді маған айтады. Сол кезде ойлаймын, Құдайдың көзі түзу деп. Өйткені бұрындары сондай бір блогерская тусовкада жүргім келетін, жұлдыздардың ортасында жүргім келетін. Көп кезеңде Құдай мені сол жақтан тіпті қорғаған секілді. Саған бұндай орта керек емес әзірге. Өйткені мен қатты бір талпындым деуге болады, танымалдылыққа, сондай орталарға. Қазір түсінемін, Құдай мен үшін бір керемет мінсіз сәтті дайындаған екен. Менің айналамда сондай адамдар дайындаған екен. Тыныш жасап жүре бер, сен артқы мынау бэкграундыңды дайында, өз ақ келеді деген секілді. Қазіргі таңда ортама, қасымдағы адамыма бәріне ризамын. Ол адамға алғыс, рахмет саған. Ол кісі қашан үйленеміз деп асықтырып жатқан жоқ па? Жоқ, асықтырмайды. Уақыт келген кезде. Қашан деші? Білмеймін енді. Алла сәтін салғанда, иә? Бұйрық болғанда. Бұйрық болғанда, иә. Оны тіпті енді ондай адам бар екенін білесіздер. Және ол адамға сенімді болғаннан кейін де мүмкін айтып жатқан шығармын. Бірақ енді мен тұрмысқа шықтым деп жариялауға мүмкін шықсам да дайын емес сияқтымын. Бірақ ешқашан адам дайын болмайды екен, Дария. Дайын болмайды. Тұрмысқа шығуға, ана болуға шынымен де ешқашан дайын болмайды. Бетпе-бет өмірде басыңа түскен кезде, баспақшыл дейді ғой қазақ, көресің. Көреміз келген кезде. Тамаша. Күшті подкаст болып жатыр, иә? Өте күшті. Күшті лайк басып, комментарий жазып, біз әлі қазір Дариямен сыйлықтар да береміз. Келетін қонаққа қолқамыз да бар біздің салатын. Ән айтып бер деп жүрме. Иә, Дария, өмірде неден қорқасың? Жақындарым жоғалтудан қорқадым. Жақындарым дегенде, маған жақын дүниелерді жоғалтудан қорқады екенмін. Мен кейде өзіме сұрақ қоямын, мен бизнессіз кіммін? Мен өзімнің жұмысымсыз кіммін? Кейде адамдар өмір бойы бостандықты қалайды дейді. Бірақ адамдар бостандыққа шықса, шет-шетінен суицид, шет-шетінен білмеймін, қорқыныш келеді дейді да. Дайын емеспіз біз бостандыққа, толығымен бостандыққа. Сондықтан да мен де қорқамын. Жұмыссыз қалып қою емес, бір миссиямды жоғалтып алу деген секілді, қасымдағы адамдарды жоғалтып алу, жалпы жоғалтып алудан қорқады екенмін. Қазір енді өзім дайындаймын. Мен ешкімсізде, мен бар болғаным үшін бағалымын деген дүниеге қатты дайындаймын өзімді. Бұл деген ондай бір мен бизнесім жоғалтам, тағы бір жоғалтам деген мағынадан емес. Жалпы жоғалтудан қорықпау керек. Біз өмірге ештеңесіз келеміз, ештеңесіз кетеміз. Сол жоғалтудан өзімдік емес нәрсені өзімдікі қылып иемденгеннен мен қиналамын кәдімгідей. Күнде кешкісін сол нәрсені андай бір жұмыс аяқталса да мен жұмысты аяқтамаймын да. Менде тревожность өсіп ұстап қаламын, мынаны бүйту керек, мынаны сөйту керек деген секілді. Сол дүниеден соңғы уақытта қиналып жатырмын. Бұйырса енді білмеймін, келесі бір подкастта мен оны жібердім дейтіндей деңгейде болғым келеді. Феникс сияқты бостандықта болғым келеді. Ол мүмкін бе екен, бұл өмірде? Мүмкін емес шығар. Бірақ дегенмен де соған талпыну, оның өзі бір бақыт сияқты. Алдында айтқан едің, сондай сәттерде анам тыныштандырады деп. Мені ма? Иә. Иә, анам жоғалтудан қорқамын. Әкемді, анамды жоғалтудан. Неге ол ой саған туындады? Анаң ауырғаннан кейін ба? Анам ауырғаннан кейін, иә. Анам ауырғаннан кейін. Ол рак деген ондай ауру емес қой. Сен бір емделдің, жазылып кетеді дейтін. Ол өмір бойына, иә, өмір бойына сен қадағалап жүретін ауру. Қай жерден шыға қалатынын білмейсің деген секілді. Бірақ мен ол аурумен достастым деуге болады. Достасқанда мен толығымен оның даналығын, Құдайдың даналығын түсіндім деуге болады. Егер осы ауру болмаған кезде мен бүйтіп өспес едім. Мен тапқан кішігірім ақшама риза болып жүретін едім. Елмен қатарлы 500 мың, миллион болса бітмә деп ойлайтын едім мүмкін, иә. Бірақ Құдай сол сынақты көтере алуым үшін мүмкін маған осындай ризық берді, осындай күш берді да, сондай үлкен мүмкін қаражаттар табуға деген секілді. Анамды емдетем деп жасадың ғой сен. Анамды, иә, ішімде жұмысыма деген махаббат болды біріншіден, екіншіден анамды емдетем деген сезім болды. Бұйырса жақын арада шетелге барып емделіп қалармыз. Анамның ауруының өзін Құдай маған соншалықты бір өсу жолыма әкеліп қойған бір даналық екен. Қазір жақындары дүние дейді ғой енді. Аналары сөйтіп ауырып жатқан қыздарға қандай көмек сөз айтасың? Құдайды жазғырмау керек. Өйткені не істесе де Құдай сенің бір пайдаң үшін жасайды екен. Сен бір нәрсені түсіну үшін, оны жаман жағынан емес, өміріңнен нені алады, кімді алады, тек даналықпен. Мен мысалға инвестормен жұмыс жасаған кезде
ең көп дегенім 170 мың теңге тапқанмын. Мен сол 170 мыңға ойбай жинап жүріп бір 300 мың жинап Грузияға саяхатқа барған едім. Сол кезде сол ақша маған көп болып көрінетін. Сол ақша ол өйтіп бір айда тапқан, бір-ақ рет тапқан 170 мың теңгем ғой. Соны жібере алған жоқпын мен қатты. Инвестор мені былай жұмыс тоқтатамыз болды, жасамаймыз деп былайша айтқан кезде лақтырып кетті. Мен бірақ инвесторыма қазір рахмет айтамын. Құдай сол кезде сол нәрсені маған көрсетпесе, мен мына өзімнің бизнесімді бастамас едім. Ол кезде еще мен мамам әлі ауырғанын білмей тұрған кезім ғой. Бірінші инвесторым лақтырды. Одан кейін араға жарты жыл салып мамамның ауырғанын білдім. Сол кезде орталықта бизнесімді сәл-пәл болсын бастап үйрендім, үлгердім. Кішігірім ғана жасап жүретінмін. Бір киімнен, екі киімнен сатып деген секілді. Анам қалай ауырды, басталды менде. Құдай өзі ризық та берді, күш те берді, идея да берді деген секілді. Сол үшін өміріңізде қандай қиын жағдай болмасын, Құдай оны ертең күшті бір дүние дайындап тұр. Оны бірақ басында жазғырмау керек та, жазғырмай, енді жазғыратын ол да база ғой негізінде. Жазғырудан кейін даналықты іздену керек, өзің ойлану керексің, не үшін болды бұл менімен. Анау Қытайдан бастап туылған өмірім, мына жақта көрген буллингім, Қырғызстанға барып жұмыс жасадым, инвесторым лақтырды, ортасында мамам ауырды. Осының барлығын топшылап алып келген кезде менің тағдырым мені осы жолға әкелу үшін әртүрлі сынақтан өткізген ғой. Әртүрлі сынақ, ол біреусі жақсы, біреусі жаман. Кейбіреусін түсінген жоқпын, иә. Мен ойлаймын, менді алдыда дайындап тұрған сынақтар мың шығар. Бірақ түсінгенім, әрбір дайындап жатқан дүниенің барлығы тек қана сол бір менің жоғарғы меніме жеткізу үшін екен. Құдайдың өзінің даналығын таныту үшін шығар деп ойлаймын. Сол үшін мойып алыңыздар, иә, жылап алыңыздар, страдать етіңіздер, не үшін деген сұрақты өздеріңізге мың рет қойыңыздар мен секілді. Не үшін мен болды бұл дүние деген секілді, иә. Бірақ соңында алып келген кезде сол бір даналыққа келесіздер деп айтамын. Уақытымен өткізу керек тек қана. Біз мысалы ана мен баланың арасында қарым-қатынаста қандай қателік жүріп жатыр? Ой, осы мама айта береді, үйте береді, сөйте береді деген дүние көп бізде. Сенің тарапыңнан дейін кейін деп өзгерген дүние. Анамның да бірінші рет өмірге келіп жатқан сезіну. Оның қателесуге құқығы бар. Оның кейбір жерде дұрыс емес ана болып қалуы мүмкін, дұрыс емес сөз айтып қалуы мүмкін деген секілді. Қарап тұрсаң, дәл мен сияқты қыз болған. Біреудің ерке қызы, өмірге алғаш рет келіп тұр, дәл мен сияқты қателіктерді бірінші рет көріп тұр. Сіздің анаңыз идеалды болуға міндетті емес. Сіз үшін бәрін әкеп тосуға міндетті емес. Ол сізді дүниеге әкелді, егер дұрыс тәрбие беріп дұрыс бақса, ол тіптен роскошь. Ал егер тіпті дұрыс тәрбие бере алмай, баға алмай, бір өзінің өмірінде қиын кезеңдер болатын болса да түсіну керек. Өйткені дәл сондай тағдыр сіздің басыңызда болатын болса, сіз өзіңізді қалай ұстар едіңіз деген сұрақты өзіңізге қою керексіз. Өйткені кішкентай кезінде бізге жауапты, бірақ есейе келе әлі күнге дейін ата-ананы жазғырып жүру, өз уақытыңды өзің жеу, болашағынан уақытыңды ұрлап жатырсың, болашағында келетін жетістігіңді қашырып жатырсың. Былайша айтқан кезде сен энергияңды ана жаққа ашпайсың, мына жақта жүрсің уайымдап, мен мамам неге бүйтіп айтты маған, әкем неге маған бүйтіп айтты деген секілді. Айтты, өйткені олар өмірге бірінші рет келді. Дәл солай сізде досыңызға бір қателік дүние айтып қоюыңыз мүмкін, оны сіз білмей қалуыңыз мүмкін екен, дүниеге бірінші рет келдіңіз. Сол сияқты анамды бармен солай қабылдадым. Бармен қабылдадым деп керемет деп болмаймын. Анам керемет адам мен үшін болды. Анам мен үшін Құдайдан кейін тұрған адамдар, иә, ата-анам. Бұл сөйтіп қана қабылдаймын. Олардың жіберетін қателіктері ол маған қатысты емес, ол өздерімен өздері. Олар да өздерінің сынағынан өтіп жатыр. Мысалға мен анамның ракпен ауырған осылай қабылдасам, анам өзін мүлдем басқаша түйген шығар. Білмеймін қалай түйгенін. Ол өзі үшін ол жақта ойланып жатыр деген секілді ғой. Сондықтан ешкім жазғырмаймыз. Айналамызды жазғырмаймыз, ата-анамызды тем более жазғырмаймыз. Өзімізді де жазғырмаймыз. Жай ғана бәрі уақытымен, бәрі Құдайдың даналығымен деп ойлау керек. Есту керек сөздер сияқты. Біз айтамыз әрдайым. Бір сұрақты қоямын дейсің, бірақ оны ұмытып кетесің, басқа сұрақ шығады, айтылу керек нәрсе айтылды деп өкінбейміз. Шынымен де демек осы бір дүниелер біздің көзқарақты көрерменге жету керек шығар деп. Анам қолдады деп жатырсың, енді жүрегіңді жаулаған кісі қолдады деп жатырсың, өзің өзіңе деген сенімің мықты болды. Осы бір қазіргідей бір прайм эраңа дейінгі достардың көбейіп кетуі білінеді ма? Жалпы достық дегенге сенесің ба? Қалай оларды талдайсың, таңдайсың? Мен Марғұлан Сейсенбаевты өте жиі тыңдаймын. Ол кісі айтады да, бүкіл айналамызда болып жатқан дүниенің барлығы ол органикада бір өсімдік сияқты өседі, өшеді. Достық қарым-қатынас, адамдармен қарым-қатынас, бұның барлығы органика.
бір кезде ол лаулап жанып тұруы мүмкін, бір кезде сәл өшуі мүмкін. Менің бар достарым мүлдем араласпай кеткен. Өмірімде белгілі бір өзінің сабағын үйретті, белгілі бір маған деген махаббатын берді. Қазіргі таңда араласпаймыз. Мен ол үшін өзім жазғырып өкінбеймін де. Дәл қалай Құдай қалады солай болды деп ойлаймын. Енді қазірде де мен праймерамда ойбай барлығы менің қасымнан табылғысы келеді екен деген өзімшелік сезімде жоқ. Мен ризамын, керісінше ол кісілердің дәл менің қасымнан табылғысы келіп жатқанына. Праймерасы болып жатқан адамдар көп қой, бәрінің қасынан табылмай неге менің қасымнан табылып жатыр? Мен ойлаймын, демек біздің ішкі бір жан дүниеміз түйісіп қалды, бірімізге құндылығымыз келіп қалды, сол үшін біз араласып жатырмыз. Менің керемет болғанымнан емес, ол Құдайдың қалауы. Қазір мен деген праймерамда болып сөйтіп мені қорқытады, кейбір кісілер айтады, сен қазір праймераңдасың, сол үшін бүкіл адамдар сенің қасыңда, кейін праймераңнан кеткеннен кейін ешкім қасында қалмайды деген секілді. Ондай қорқынышты да біреулер салып береді, салмау керек секілді. Жай ғана қазір көп адаммен аралассам жақсы, араласпасам да жақсы деген сезімде болу керек. Және де қазір қасымнан табылып жатқан әрбір адамға мен шүкіршілік етемін. Кейбір адамдармен тіпті армандап араласқан, қауышқанмын деген секілді. Мысалға Жанеркенің өзіне қазір сен деп сөйлеп отырмын ғой, басында сіз деп сіңілісі болып жүретін. Мен қазір құрбыдай Жанеркенің де бір даналығы деп ойлаймын. Сіңілісімен жасты адаммын негізінде, бірақ сондай бір әңгімеміз күшті жарасымды. Дәл Жанеркеге осы подкастты беріп отырғаныма өте ризамын. 1 жыл бұрын мүмкін Жанеркенің подкасттарын қарап елестете алмаған шығармын осында подкастқа келемін. Не деген адамдар болды бұл жерде, мықты адамдар, мен үлгі тұтатын адамдар болды. Және дәл осы орында отырғаныма үлкен шүкіршіліктер. Сенімен араласқаныма, осындай ортам бар екеніне үлкен шүкіршіліктер. Мына өмірде жүрген кезде негізі тревожный адаммын мен. Шүкіршілігін ұмытып кететін, подкастқа келіп бүкіл шүкіршілігімді төгіп тастадым. Және бәрі адамдарға алғысын білдіріп жатыр дейсіз ғой. Шүкір етсеңдер арттырамын дейді. Дария, қуаныштымын сен үшін, өсе бер, өне бер, одан әрмен жарқырай бер. Сен үшін шын жүректен қуаныштымын, қолдаймын. Әдейі арасында бір қитұрқы сұрақтарды да қойдым, өйткені ол аудитория әртүрлі. Кейбір көрерменнің көкейінде жүрген дүниелерді де әдейі қоя кетіп, сенің өз жауабыңды естігенін қаладым. Қитұрқыға қатты ұқсамайды ғой. Сонда да. Енді мен барлығын андай эмпат болғаннан кейін жұмсақ, тактильно дейді ғой, солай әдеппен айтуға тырысамын. дей тұрғанмен саған осы жерге келіп біздің студияда сұхбат бергеніңе, шынайы болғаныңа ең бастысы рахмет айтамын, алғыс айтамын. Не дейміз, көрермендер, сіздерге ұнады ма? Жалпы бүгінгі подкаст ұнаса, осы бір жарым сағатқа созылған біздің подкастымыздан ой азық алсаңыздар, орысша айтқан кезде инсайт алсаңыздар, комментарийға жаза отырыңыздар. Ең шынайы деген көрерменге Дарияның атынан бір әдемі сыйлық болсын. Дария, қандай сыйлық береміз? Әдеттегідей Даридеядан бізде танымал жилеттер бар. Сол бір жилеттердің 3 адамға сыйлайық па? Тамаша. 3 адамға сыйлайық. Бұл шығарылым шыққаннан кейін 3 аптадан кейін біз міндетті түрде таңдайтын боламыз. Сосын Дарияның Инстаграм парақшасына жазылып қойыңыздар. Өзінің парақшасында 3 жеңімпазды анықтап, Алла қаласа аманатпен жеткізіп беретін болады. Менде сыйлығым бар еді негізі. Давайте. Осындай подкасттарға келудегі мақсатым көбіне бүгін бірнеше күшті не болды ғой. Мен туралы открытие, өзім ашылулар болды, Даридеядан жаңа бізде рахмет Даридея. Менің сүйікті атқа шапқанды жақсы. Ашасың ба? Ашып көрейін? Сосын ашсаң да болады. Жоқ, көрсетеміз. Атқа шапқанды жақсы көремін соңғы кездері. Сол үшін атқа шапқан кезде күшті болып киіп алуға болатын қорлан жилетін салдық. Қандай жақсы болды. Жанерке бізде атқа шабуды жақсы көреді. Бірден өзінің қорқынышын жеңе алды. Осы ортам ғой маған көмектескен. Менің немді талғамымды дәл тауыпсың, Мәссаған, қандай сапа? Сапасы да қандай керемет, ай сайын артып бара жатыр ше, қараңыздаршы. Рахмет. Әдемісін ай. Бізде қорлан деген бұл киім, сондай қайсар қыздарға шыққан киім ғой. Маған дәл арналған екен. Сосын белдемшесін тағып аламын, жылқыға шапқан кезде. Дария, рахмет, жаным, қуаныштымын, қуана жылқыға киіп барамын енді. Сол ғой. Шынымен де жылқы деген керемет, Керемет, хоббиларымыздың да бір ортақ болғанына қуаныштымын ше. Саған бір жаңа күштіміз ғой, қазақ қыздары күшті, самооценкасы көтеріліп кеткен заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Шынымен де подкастқа келген кезде де тек қана бір мені танысын деген мақсатта емес, мен осындай подкасттарға зәру болдым. Өзінің ешқандай жоқтан шығып
көтерілген адамдардың, әсіресе қазақ қоғамында көтерілген адамдардың подкастын зәру болып, мен үшін ол деген бір алтын қазына секілді. Кімді табамын соны көремін. Барлығының былайша айтқанда тарихын зерттеп шыққан. Менің тәрбиешім сол подкасттар болды деп айтуға болады да. Көбінесе басқа там Россияның рыногын зерттейсің, Американың деген секілді да. Қазір енді қуантады осылай қазақтардың өздері бас көтеріп, өздерінің жетістіктері туралы айтып деген секілді. Сондықтан да менің айтқан бұл бір дүниелерім менің ғана былай ішімде қалып қоймай, сіздерге де бір шабыт берсе, өздеріңіздің істеріңізді бастауға мүмкіндік беретін болса да, бір түрткі болатын болса, мен өте қуаныштымын. Белгілі бір түрде Жанерке екеуміздің де миссиямыз орындалып жатыр деп ойлаймын. Сондықтан да рахмет, көріп отқандарыңызға рахмет, осындай сұрақ қойып мені осыншалықты ашқаныңызға тіптен рахмет. Рахмет, Дария. Иә, мен де қарап Дарияны басқаша ашу керек, мен бұны білем ғой деген сияқты бар ғой. Негізі араласқанның да пайдасы жан жақты көрерменге жеткізе аласың. Және мен де әрдайым айтудан жалықпаймын. Әрбір подкастқа келген қонақ менің ұстазым. Менің де қалыптасуыма өте үлкен әсерін беріп жатыр. Тіпті өмірде айтады ғой, кездесіп қалсақ қыздардың өзі, сен оказывается басқа адам екенсің ғой, иә. Бірінші подкасттарың мен қазіргі подкастың салыстырғанда сен более проработанный, более ашық, шынайы, бұрын бір тәртіпті, бір өзін жақсы жағынан көрсеткісі келетін қыз сияқты едің, бір шаблонда отыратын деген сияқты. Шынымен де әрбір келген маман, әрбір келген өз ісінің саласының майталмандары мені де өсіріп жатыр. Мен әлбетте келген қонағымнан жоқ дегенде бір түйінді алып қалып өзім өміріме қолданамын. Сондықтан келгеніңе рахмет, Дария, шабыттандырасың, айтудан жалықпаймын. Өз өн ала қаласа. Не дейміз, біз Алматы қаласынан жалпы Қаршадай қыздарымыз ғой, Айалым деген қыз, кішкентай қыз өзінің гүл дүкенін ашқан. Сол бізге спонсор болып жатыр. Шуақ Flowers компаниясы 1,5 жылдан бері бізге қазір гүлдермен қонақтарымызды қуантуда. Ой, қандай керемет. Дария, шуағың гүлге әрдайым толы болсын деп осы әдемі гүлдерді сыйлаймын, және тапсырыс беріп қойсаңыздар болады. Сондай-ақ сіздерде де бет күтімдеріңіздің мәселесі болса, таза терге қол жеткізгілеріңіз келсе, Korean Buyers компаниясына жазып қойыңыздар. Және Дарияның парақшасына жазылып, міне өзіміздің қазақтың қандай кішкентай қызы үлкен амбициямен үлкен дүниелерді жасап жатыр, қарап шабыттанып, жақыннан араласып дос болсаңыздар болады. Ендеше жақсы шығарымдарда кездескенше аман сау болыңыздар.